Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, ресми рецензенттер, бүгінгі келіп отырған қатысушы қонақтар, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің жанындағы 8-03-023 тілдер және әдебиет, 8-02-310 филология білім бағдарламасы бойынша бүгінгі күні диссертациялық кеңесте Қайып Мұхамеджан Әбдіқалықұлының Бұхар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері және замана шындығының көркем бейнеленуі тақырыбындағы диссертациялық жұмыс қорғалғалы отыр. Қазір қарап отырмын, барлық диссертациялық мүшелер, мынау шетелдік біздің кеңесшілер, шетелдік Түркиядан қосылып отқан Хулия ханым біздің құрақты мүшеміз, барлығы осында. Сондықтан да толық кворум бар деп ойлаймын. 7 мүшесі де қатысып отыр бүгінгі диссертациялық кеңестің, 2 ресми рецензент қатысып отыр. Сондықтан қазір осы бүгінгі диссертациялық кеңестің мүшелеріменен, тұрақты мүшелеріменен және уақытша мүшелеріменен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелері: Мұранбаев Сандыбай Режебұлы, менмін, филология ғылымдарының докторы, профессор, Оңтүстік Қазақстан университетінен. Омаров Нұрлыбек Құралбекұлы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, диссертациялық кеңестің төрағасының орынбасары, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті. Диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы Таджиев Хамидулла Хабибуллаевич, PhD докторы, Оңтүстік Қазақстан университетінен. Онан соң біздің тұрақты мүшеміз Түркия Республикасынан Хулия Хасабоғлу Шенгел, PhD докторы, Хаджи Байрамвели университетінен, Түркия Республикасы. Қош келдіңіз. Ал енді біздер әдеттегідей міндетті түрде біздің уақытша мүшелеріміз бар, оларды да таныстыруға рұқсат етіңіздер. Аймұхамбетова Жанат Әскербекқызы, Аймұхамбет филология ғылымдарының докторы, профессор, Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінен. Көпбаева Меруерт Рахымбайқызы, филология ғылымдарының докторы, доцент, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз университетінен. Орда Гүлжахан Жұмабердіқызы, филология ғылымдарының докторы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері. Кворум бар. Жалпы диссертациялық кеңестің ашылуына кімде қандай пікір бар? Ашуға бола ма? Онда қолдап қояйық. Мына бүгінгі диссертациялық кеңестің мүшелері ізденуші Кайымовтың қорытынды жобасын, диссертациялық жұмысын алып барлықтарыңыз таныстыңыздар ғой? Жақсы, рахмет. Бүгінгі отырыстың күн тәртібінде 8-03-02-3 тілдер және әдебиет, диссертациялық кеңестің 8-02-310 филология білім беру бағдарламасы бойынша Кайымов Мұхамеджанның Бұхар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері және замана шындығының көркем бейнеленуі тақырыбындағы диссертациялық жұмысын қорғау. Ғылыми кеңесшілері бүгінгі диссертанттың Мекемтас Мырзахметұлы, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ол кісі өмірден озып кеткендіктен оның екінші жетекшісі болып бізде Омаров Нұрлыбек Құралбекұлы тағайындалған, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті қазақ тілі және әдебиеті кафедрасынан. Екінші шетелдік жетекшіміз бар. Ол кісі бізге онлайн қатысып отыр. Амонов Құдратулла Шарипович, филология ғылымдарының докторы, профессор, Ташкент мемлекеттік Шығыстану университетінен, Өзбекстан Республикасы. Жалпы диссертациялық жұмыс Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында орындалған. Бұл диссертациялық жұмыс қорғауға бүгінгі күні алғаш рет ұсынылып отыр. Ресми рецензенттер: Мәмбетов Жолдасбек Ормаханұлы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қазақ әдебиет және әдебиет теориясы кафедрасынан, Алматы қаласы,
Қазақстан Республикасы. Екінші ресми рецензент Керімбекова Баян Дәулетханқызы, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Сүлеймен Демирел атындағы университет педагогика және гуманитарлық ғылымдар факультеті тілдік білім беру кафедрасынан, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы. Біздің қорғау ережесіне сәйкес бүгінгі ресми рецензенттердің мүшелерімен бірге толық дауыс беретіндігін ескерткім келіп отыр. Сіздер дауыс бере аласыздар. Енді ізденушінің бүгінгі ісіменен танысу үшін сөз диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы Таджиев Хамидулла Хабибуллаевичқа беріледі. Саламатсыздар ма? Құрметті кеңес төрағасы, диссертациялық кеңесінің мүшелері, құрметті қатысушылар. Каимов Мұхамеджан Абдихаликович 1992 жылы 1 наурызда Қазақстан Республикасы Төле би ауданы Алатау ауылында дүниеге келген. 1997 жылдан Төле би ауданы Алатау атындағы жалпы орта мектебінде оқуды тамамдаған. 2010-2014 жылдары Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бакалавры, 2014-2016 жылдар Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша магистрі. Каимов Мұхамеджан Абдихаликович 2018 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 6-02-05-00 8-02-310 филология мамандығы бойынша докторантураға қабылданып, номер 595 диссертациялық кеңесінің шешімімен Бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері және замана шындығының көркем бейнеленуі атты тақырыбын бекітілген. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ережесіне сәйкес Каимов Мұхамеджан Абдихаликович келесі құжаттарды ұсынды. Бірінші, диссертациялық қатты мұқабада және электронды тасымалдағышта. Екінші, аннотация 3 тілде. Үшінші, отандық және шет елдік кеңесшілердің оң пікірлері. Төртінші, диссертациялық жұмыс туралы кафедраның оң шешімі. Бесінші, 2022 жылғы ғылыми кеңесшілерді тағайындау туралы хаттама көшірмесі. Алтыншы, білімі туралы жоғары білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша транскриптің көшірмесі. Жетінші, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы дипломдардың нотариалды көшірмелері. Сегізінші, ресми рецензенттердің пікірлері. Тоғызыншы, диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдардың тізімі мен көшірмелері. Оныншы, антиплагиат жүйесінің технологиясына сәйкес диссертацияның салыстырмалы сәйкестендірілген талдау жүргізілгені туралы ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығының анықтамасы. Каимов Мұхамеджан Абдихаликовичтің жекесінде барлық құжаттар Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ережесіне сәйкес келеді. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері бойынша 9 мақала жарияланған, оның ішінде уәкілетті орган ұсынған басылымдардағы жарияланымдар саны 5. Халықаралық конференциялар жинақтары мен шетелдік басылымдардағы жарияланымдары 4 мақала. Каимов Мұхамеджан Абдихаликовичтің диссертациялық жұмысы қазақ тілі мен әдебиет кафедрасының кеңейтілген отырысында 8-02-310 филология білім беру бағдарламасы бойынша философия доктор дәрежесін алу үшін қорғауға 28 май 2025 жылы ұсынылды. Рахмет. Рахмет сізге. Диссертанттың аттестациялық ісі бойынша ғалым хатшыға, ізденушіге сұрақ бар ма екен? Сұрақ жоқ болса, онда біз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Диссертациялық жұмыстың мазмұнын баяндау үшін диссертант Каимов Мұхамеджанға сөз беріледі. Мұхамеджан, мүмкіндік болатын болса, регламентті сақтап, 20 минут уақыт сізге, сол уақытта әлгі мазмұнын баяндап аяқтасаңыз. Жақсы, рахмет.
Қайырлы күн, құрметті диссертациялық кеңес төрағасы, кеңестің тұрақты және уақытша мүшелері мен қонақтар. Бүгінгі біздің диссертациялық жұмысымыздың тақырыбы Бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері және замана шындығының көркем бейнеленуі деп аталады. Біздің диссертациялық жұмысымыз кіріспеден және екі тараудан, сосын қорытындымен пайдаланған әдебиеттер тізімін қамтиды. Жұмысымыздың өзектілігіне келетін болсақ, Бұқар жырау шығармаларындағы рухани адамгершілік мәселелерді зерделеу қажеттілігіне негізделген. Осы уақытқа дейін Бұқар жырау шығармаларындағы рухани адамгершілік мәселелердің қалыптасуының тарихи, әлеуметтік және мәдени контекстерінің әсері, сондай-ақ уақыт пен кеңістіктің бейнелеу ерекшеліктері жеткілікті деңгейде зерттелмеген. Жұмыстың өзектілігі де осы мәселені қамтиды. Жұмысымыздың мақсаты Бұқар жырау толғаулары мен ой пікірлеріне қозғалған рухани адамгершілік мәселелерді талдау және оның шығармаларындағы уақыт пен замана шындығының көркем бейнелеуін зерттеу. Осы мақсатта жыраудың мәтіндеріне талдау жүргізуді, руханият пен адамгершілікке байланысты негізгі тақырыптар мен мотивтерді анықтауды, сондай-ақ шығармалардағы уақытты көркем бейнелеу тәсілдері талқылауды жоспарлап отырмыз. Зерттеу жұмысымыздың жаңалығы Бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері мен тарихи хронотоптық кеңестік алғаш рет көркемдік таным тұрғысынан талданып отыр. Жырау шығармаларындағы адамгершілік құндылықтар жүйесі мен замана шындығының бейнелеудің поэтикалық тәсілдері мәтіндік талдау негізінде жүйеленіп, оның идеялық эстетикалық арқауы қазіргі әдебиеттанулық зерттеулер аясында жаңашылық қарастырылады. Бұқар жырау шығармаларындағы уақыт ұғымының философиялық және эстетикалық аспектілерін анықтау. Жырау поэзиясында діни дискурс элементтері мен ұлттық танымға жақын идеялар интертекстуалдық байланыс тұрғысынан алғаш жүйелі қарастырылады. Бұқар жырау шығармаларындағы қағидаттар мен құндылықтарды заманауи қоғамдағы өзекті мәселелерді шешу үшін пайдалану мүмкіндіктері қарастырылады. Жырау тілінің бейнелілігі мен поэтикалық құрылымына лингво-поэтикалық талдау жүргізіліп, көркемдік тұтастық пен поэтикалық мағыналық бағыттар арасындағы өзара байланыс айқындалады. Осы зерттеу жұмысымыздың Бұқар Қалқаманұлының толғауларындағы ұлттық таным және рухани адамгершілік негіздері тарауымызда Бұқар Қалқаманұлының толғаулары халық пен биліктің арасындағы жол салған хан мен бұқараның тілегін рухани адамгершілік тұрғысынан тоғыстырып, терең философиялық тұжырымдармен таразылаған мұра екендігі айқындалады. Бұқар өз сөзін ханға айтса да, қараға айтса да бір ғана ұстанымда алға тартады. Ол адал ниет, рухани адамгершілік. Жырау бұл мәселеге тек бір ғана адамның, бір ұлттың ғана емес, тұтас адамзатқа биіктен баға берген. Сөз зергері адамдар арасында бір-біріне деген құрмет сыйластық болса ғана жаратылыс гармониясы сақталып, бейбіт заман орнайтынын әр толғауында түйіндеп отырады. Бұқар шығармаларындағы рухани адамгершілік құндылықтар ұлттық саны мен тәрбиенің өзегі. Жыраудың толғауларында қоғамның моральдық принциптері мен адам бойындағы асыл қасиеттер терең философиялық ойлармен тұжырымдалады. Бұқардан жеткен сөз саласы ел тағдыры, имандылық, дүниенің өткіншілігі, жақсы жар, асыл ер, отбасы, жастық пен кәрілік, құтты жер, адамның жақсы жаман қасиеттері, жомарттық пен сараңдық, тепе-теңдік секілді сан алуан тақырыптарды қамтиды. Бұқар жырау рухани адамгершілік құндылықтарды ұлттық тұрмыс тіршілік пен этнографиялық ерекшеліктері контекстінде зерделейді. Жыр жампозының туындыларында қазақ халқының этномәдени құндылықтары рухани феномен ретінде көрініс тапқан. Бұқар жыраудың толғауларында адамдардың өмірлік ұстанымы мен тұрмысының диалектикалық бірлігі ұлттық идеологияның негізі құрайды. Бұл ел тұтастығы мен рухани адамгершілік құндылықтарды қамтамасыз ететін мәдени концепцияның көрінісі. Сөз зергегінің шығармаларындағы қазақ халқының тұрмыс тіршілігі, дүниетанымы көрсететін деректер мен рухани адамгершілік құндылықтарының интеграциясы ұлттық ерекшеліктері айқындайды. Бұқар жырау бірлігі жарасқан елдің ғана құтты жер деп бағалайды. Ол өзіне дейінгі Асан Қайғы Қазтуған жырлаған құт концепциясын жаңғартып, қазақ халқының ендігі тағдырына алаңдайды. Бұл орайда Бұқар құт береке қандай қоғамда, қай жерде орнайды деген сауалға жауап іздеген. Автор бұл сауалдың нақты жауабын да берген. Ол рухани адамгершілік, кемел адам, ізгі ниет, қоғам төмендегі жыр жолдар пікірімізді дәлдейді.
Аулада адам бар болса, ауыл ала болмайды. Ел иесі құт болса, халық ала болмайды. Құт түркі халықтарының соның ішінде қазақтардың дәстүрлі дүниетанымындағы қасиетті ұғым. Ол бақыт, береке, ырыс, қасиет, құдіретті ұғымдармен сабақтас. Құт көне ұғым, көне түркі дәуіріндегі құт тәңірісінен бастау алады деген сенім жоғары болған. Оған дәлел ретінде күлтеген жазуларындағы тәңірі жарылқағандықтан, өзімнің құтым бар болғандықтан қаған отырдым деген тасқа қашылып жазылған жазудың айтуға болады. Халық танымында ежелден ақ аспан құт, жер құт, су құт, төрт түлік мал құт деген жыр толғауларында кездестіреміз. Диссертациямыздың Бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік және моральдық этикалық қағидаттары атты тарушамызда Бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік және моральдық этикалық қағидаттар терең насихатталады. Ол адамның ар ұят, намысын, адалдығын басты құндылық ретінде жырлайды. Ел ағаларына туралық, әділдік пен парасаттылық өсиет етеді. Автор адам бойындағы жаман қасиеттерді рухани кесел ретінде сынап, шынайылық пен сабырлықты дәріптейді. Үлкенге ізет көрсет, кішіге қайырымды болу Бұқар туындыларындағы басты тақырыптардың бірі. Жырау танымында рухани тазалық, елдің тұрақтылығын негізі. Бұқар Қалқаманұлының туындыларындағы ар намыс, жомарттық пен сараңдық, адалдық пен аярлық сынды ұғымдар жан-жақты сараланады. Сөз асылын саралаған тұлғаның толғауларындағы тонық ой ұлт әдебиетінің қазынасын, елдің рухани айнасына айналды. Сондықтан Бұқар жырауды өз толғаулары арқылы қазақ халқының моральдық этикалық құндылықтарын негіздеген рухани мектептердің іргесін қалаушылардың бірі деп айтсақ та болады. Тараушада жырау толғауларындағы моральдық этикалық ұғымдарының қазақ руханиятында қоғам тұрақтылығы үшін маңызды рөл атқарған нақты мысалдармен сараланды. Мысалы, сұрағанда бермеген, сараң емей немене, кісі ақысын көп жеген, арам емей немене, хамматаз егер біткен мал, бекер емей немене деген жолдарынан жыраудың адамгершілік туралы тұжырымдарын, жомарттық пен сараңдық туралы ойларына да аңғарамыз. Автор бұл қасиеттерді адам мінезінің бір қатар деп ғана бағаламай, тұтас рухани адамгершілік болмысының негізі ретінде таниды. Бұқар жырау дүние қоңыз, ел үстінен күн көретіндерін сынай отырып, адамды қасиеттерін алыстаған пенделердің іс-әрекетін ой түюге шақырады. Жырау жай ғана сараңдықты баяндап қоймай, қазақ қоғамында көрініс бере бастаған әлеуметтік теңсіздік, дәулетті бола тұра ешкімге қамқорлық жасамайтын қарынбайларды әшкерлейді. Бұқар толғауларында рухани адамгершілік негізі болар туғар тек пен тектілік. Автор елге тұтқа болар ер, жақсы жар, жақсы мен жаман, ар ұят туралы ой тұжырымдармен осы ұғымның аясында қарастырады. Жырау тек категориясында әлеуметтік статусты немесе тұқым қуалау деген түсінікпен биік қойған. Оның пайымындағы тектілік хан әулетін қатысты қалыптасқан дәстүрлі таным шеңберінде шыққан адамгершілік пен рухани құндылықтар темірқазығы. Дегенмен Бұқардың кей толғауларында адам болмысындағы жаман қылықтар оған қанмен берілген мінезмен байланыстыруда кездеседі. Мысалы, жал құйрығы қаба деген толғауындағы жырау жаманнан жақсы туса, жақсыдан жаман туса, тартпай қоймай негізге деп адамдық негіздің арнасын тәрбиеден ғана емес, тек тұқымнан да іздеген. Абылайдың ақылшысы болған Бұқардың бұл тұжырымының іштен қыңыр туғанда тезге салсаң түзелмес деген жыр толғауларынан да аңғарамыз. Сөз асылын сарлаған жырау адам бойындағы кейбір әдеттері туа біте мінезбен байланыстырады. Алайда автор оны ешқашан өзгермес діңгек деп бір жақты қабылдамай рухани кемелдікте жол іздейді. Бұқар Қалқаманұлының рухани адамгершілік туралы ой толғамының тұғыры ел ұстайтын ер азамат, жақсы жар. Жыр жампозының толғауларында олардың мойындағы ізгілік мұраттар көркем мінезбен бір-біріне толықтырып отырады. Сондықтан Бұқар шығармаларында тегіне қарап алған жақсы жардың қасиеттері отбасылық деңгейде қалмай тұтас ұлттық абырой ретінде айшықталады. Оның пайымында қазақ жар ұрпақ жүрегінде ізгіліктің дәнін егіп рухани иммунитетін қалыптастырады.
Қазақ қоғамындағы құндылықтар жүйесін қорғаса, жақсы ел оны дамытып, ұрпақ бойына сіңіру функциясын атқарады. Жыраулық поэзияда ел басқарып отырған хандардың тәрбиелі жерден қыз алуы тұтас қазақ қоғамының назарына болады. Бұқар да осы ұстанымды қолдап, Абылайдың ата жолын ауытқымауды ескертеді. Ай Абылай, қатын алма қарадан, қара тумас сарыдан деп сөз саптаған Бұқар Жырау да өнегелі қыз ғана алдағы өмірінің құт берекесіне айналдырып меңзейді. Жыраудың қатын алма қарадан деп отырған кеңесі тәрбиесі кемшін әйелді сақтандыру. Толғаудағы қара сөздің мәні оның әлеуметтік жағдайына қатысты емес, ұшқан ұясынан көрген өнегесі екенін айтады. Бұқар қатын алсаң қарадан, алды кетпес даладан, арты кетпес жаладан деп нақтылай түседі. Автор жар таңдау мәселесін жеке бастың құзырында қалдырмай, ұлт болашағының бағдары ретінде топшалайды. Жыраулар поэзиясындағы арнаулы тақырыптардың бірі ұрпақ тәрбиесі. Дүниеге келген перзенттің рухани адамгершілік мол, иманды азамат болып өсуіне қазақ қоғамының институалдық жүйесі түгел атсалысады. Бұқар Қалқаманұлы да өз толғауларында осы тақырып кеңінен тоқталған. Хан ордасындағы мемлекеттік мәселелерді ұрпақ болашағымен байланыстыра, жырау ұлт тағдырының бір күндігін емес, мың күндігін ойлау тұжырымдай жасайды. Адамзаттың баласы атадан алтау тумас па, атадан алтау туғанмен оның ішінде біреуі арыстан болмас па. Бұқар поэзиясында ер ұғымының мәні жаугершілік уақыттағы батыр тұлғаларды танумен ғана шектелмейді. Қабанбай, Бөгенбай тағы сол секілді жаугершілік ұлдарын ұлықтап, солардың бойындағы ерлік пен адамгершілікті, имандылықты үлгі етеді. Ертіңнен ойлаған елдің үміт жалғар текті азаматтың көп болғаны тілейді. Жырау танымындағы ер рухани кемелдеген тұлға. Бұқар толғаған топқа кірер ұл, жауға қарсы қол бастар батыр ғана емес, жүрегі иман нұра толған азамат деп есептейді. Бұқар Қалқаманұлы перзенттің ата-ана алдындағы парызын ұмытпау, рухани адамгершілік негізі деп бағалайды. Жыраудың елдік мәселелерді қозғаған шығармаларында да үлкенді сыйлау, ата-анаға құрмет қылмаған аңғару қиын емес. Жүрегіне жақсылықты дәнін еккен ата-ананың қадірін бәрінде жоғары қоя отырып, олардың ризашылығын алу керектігін ескертеді. Сондықтан ғасырлар бойы үзілмеген ұлттың ұлы құндылығы ел басына күн туып үзілмес деген ойын тілек атты толғауында. 90-дағы қарт бабаның топқа жаяу бармасқа деп баяндаған болатын. Жаумен шайқаста шейіт болған баласының артында тар құрсағын кеңейткен, тас емшегін жібіткен ананың аңырап қалмауын тілеуде. Бұқардың ел қамын ойлаған даналығын көрсетеді. Және де Бұқар толғауындағы рухани адамгершілік мұраттарының ислам құндылықтарымен үндестігі. Бұл тараушыда Бұқар Қалқаманұлының толғауларында қазақ даласындағы ізгілікті мұраттар адам болмысы мен ислам құндылықтарымен айшықталады. Сөз зергегі Асан Қайғы, Қазтуған, Досманбет, Шалкеш жыраулардың толғауларында ой тұжырымдарға шариғат заңдарымен нәр береді. Бұқар жырау өз дәуіріне сай діни білім алған және ислам дінінің қағидаларын жақсы білген сауатты адам болған. Жырау шығармаларындағы қарастырып отырғанда оның шығармаларынан ислам дінінің қағидаларын қатысты көптеген ой пікірлерді кездестіреміз. Мысалы, күллі әлемді қаратқан ең алдымен Алланы айт, бойыңа жан таратқан аты жақсы Тәңірді айт. Бұқар шығармаларындағы өмірдің мәнін Құран аяттарымен тасвирлеп, адамның тіршілігіндегі қайырлы іс ғана баянды боларын бағдар еткен. Бұқар Қалқаманұлының толғауларындағы ислам образдары мен құндылықтарының жиірек байқалуын бірнеше себептерін атап өтуге болады. Және де Бұқар жырау толғауларындағы заманатшылығының көркем бейнеленуі деп аталатын тараушамызда жыраудың өз замандағы тарихи шындықты көркем шындыққа айналдыру талданады. Бұқар Қалқаманұлының толғауларында 18 ғасырда қазақ халқының ахуалы, ел басқарған хандар мен билердің, батырлардың көркем образдары ғылыми тұрғыдан
талданып сараланады. Сонымен қатар Бұхар жырау толғауларында қазіргі поэзиядағыдай мінез бен портреттер ол өмір сүрген кеңістікте нақты пейзаждық суреттерін кездестіре алмайтынымыз да осы тараушада нақты мысалдармен дәлелденеді. Бірақ сол тұстағы поэзияның даму ерекшелігіне сәйкес тарихтан белгілі көптеген тарихи тұлғалардың жырау шығармаларында көрініс беріп, бізге жеткен және оны тарихи дерек ретінде әлі күнге дейін пайдаланып келе жатқанымыз барынша нақты сипатталады. Бұхар толғауларында Абылай тұлғасы, оның батырлар жайлы тарихи шындық ізденіс көрініс береді. Бұхар өмірі сүрген дәуірдегі ұлы бір оқиға жоңғар қалмақтарының өктемдегі олардың қазақ жеріне басып көктеп енуі, қалмаққа қарсы ұрыс басталған шақтан аяғына дейін бар ауыртпалықтар Бұхар елмен бірге кешкен. Ол әсіресе өз туған өлкесін азат ету күресіне тікелей араласып, қолбасшылармен бірге ақылшы, үгітші болып белсенділігін көрсеткен. Абылай Бұхармен осы тұста қатты санасқан. Тыңда мені ерлерім, ай Абылай, ордалы байтақ елім бар, керей қайда барасың, өлең жолдарын мысал ретінде келтіруге болады. Бұхар жырау шығармаларындағы діни таным мен көркем ойлау ерекшелігі деп аталатын тараушамызда жыр жампозының толғауларындағы діни сарандар адамгершілік мұраттарымен сабақтаса талданады. Қазақ жыраулық поэзиясының аса көрнекті өкілі Бұхар Қалқаманұлы ғалым жаратылысының сырын пайғамбарлар мен сахабалардың ислам әлемінің танылған тұлғаларының өмірімен ғибрат ете отырып, рухани адамгершілік өзегіне үңіледі. Автор ислам негіздерін жалаң баяндамай, оны қазақ халқының тұрмыс тіршілігінің темір қазығы болған ар, ұят, үлкенді сыйлау, бауырмандылық, ата-ананың құрметтеу, ауызбіршілік тағы басқа секілді құндылықтармен байланыстыра сипаттайды. Жыр жампозы Құран аяттарын тіршіліктің тірегі ұлт болып ұйыстың ұстанымен ретінде қарады. Бұхар жыраудың мына жырын оқи отырып, оның ислам тарихын, жалпы Құран қағидаттарын жас күннен бойына сіңіріп өсіргенін аңғарамыз. Ей айтшы Алланы айт, аты жақсы Құрандайды, төрт шардияр Мұстаф шыққан ғаламдайды, Тәңірім өз Фұрқандайды, кәләмі Алла Құрандайды, Тәңірім салса аузына жан жолдасын имандайды. Осы шағын жырдың мазмұны ойлана көз жіберсек, Бұхар жыраудың ислам қағидаларын өте жетік меңгерген куәсі боламыз. Мұндағы төрт шадияр деп отырғаны Мұхаммед пайғамбарымыздың төрт сахабасы Әбу Бәкір Сыддық, әділетті Омар, Қари Осман, Әзіреті Әли. Бұл төртеуі пайғамбардың ұлы Ибрахимді арулап жерлеген адамдар. Оларды сол үшін пайғамбарымыз шадияр деген атақ берген. Мұсқап деген Құранның бір аяты. Яғни бұл жерде жырау Құран ашқан ғалымды айтып отырған белгілі. Фұрқан 77-ші аяттан тұратын Құран сүресі. Ондағы жамандық пен жақсылық жайлы айтылады. 1925 жылғы Ташкентте басылып шыққан жинақта ол қазақтың ауызекі тілінде ыңғайланды бұрқын деп жазылған екен. Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғалымдары құрастырған 2023 жылғы басылымда ол түзетіліп Фұрқан деп басылып түсініктемесі жазылған екен. Кәләм Алла дегені Алланың сөзі, яғни Құранды айтып тұр. Жырау ислам тарихындағы осынау тарихи оқиғалардың барлығын өлең жолында айландырып, көпшіліктің есіне салып отырған. Немесе келесі бір толғауында Ибрахим Халил жасында Тәңірім үшін кебіні дейді. Мұндағы кебе деп отырған қағба. Бұл мүмкін жырау шығармалары бізге ауызша жеткендіктен айтылуы кейіннен өзгеріске ұшырауы мүмкін. Және де Бұхар жырау толғауларында көркем уақыт пен көркем кеңістік деп аталатын тараушамызда Бұхар шығармаларында уақыт пен көркем кеңістіктің сары мен сипатын талдау жасап, нақты тоқталып өткенді жөн деп санаймыз. Саралап, Бұхар жыраудың шығармаларындағы уақыт жай ғана оқиғалар тізбегі ретінде емес, көп қабатты категория ретінде қарастырылады. Ол қоғам мен адамның әрі жеке, әрі тарихи сипатын қамтиды. Ол уақыттың статистикалық емес, үнемі өзгерісте, толғаныстар мен тарихи бұрылыстар арқылы айқындалатын терең түсінеді. Осы тұрғыда Бұхар жырау уақыттың циклдығы идеясын жүгінеді. Ол өзінің жырларында
өткен, қазір және болашақ бір-бірімен өзара байланысты және бір-біріне ықпал ететін деген ойды насихаттайды. Бұхар жырау шығармаларындағы кеңестік тек бірлік, өмірлік ақиқатта ғана емес, сонымен қатар халықтың мәдени өмірінде қамтып, олардың бірлікке қарастырады. Жырау Мұхамеджан, мүмкіндік болса қорытындыласаңыз. Қорыта айта келетін болсақ, диссертациялық жұмысымызда Бұхар қалқаманұлының әдеби мұрасын зерттеу нысанына айналдыра отырып, төмендегі тұжырымдарды жасадық. Біріншісі, Бұхар қалқаманұлы ұлт әдебиетінің тарихында өшпес із қалдырған тұлға жыраулар институтының ең көрнекті өкілі. Бұхар қалқаманұлының ақындық мұрасы ұлттық деңгейде асып, әлемдік әдебиет пен бүкіл адамзаттың интеллектуалдық көркемдік қазынасының қосылған лайықты үлес болып саналады. Бұхар жырау шығармаларындағы идеялық мазмұн өзінің ерекше жандылығы мен отанға, өз халқына деген ерекше сүйіспеншілігімен ерекшеленетін жырау. Ол қазақтың 18 ғасырдағы тарихи әлеуметтік мәселелерге үлес қосқан ел билеушілер мен батырлардың замандастарының бейнесін сомдап, артына өлмес мұра қалдырған тұлға. Ол әлемнің көптеген халықтарымен бейбіт қарым-қатынас орнатуды қазақ халқының ізгі ниетінің жаршысы. Оның жыр маржандары ұлттық құндылығымыздың ажырамас бөлшегі ретінде әлі де талай ұрпақтың жан азығы. Оның толғауларындағы ой қазынас өткені мен бүгінге жалғастырып, ел ертеңіне жол көрсетер бағдар деп есептейміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Мұхамеджан, сізге баяндама аяқталды. Енді ізденушіге құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, кімде қандай сұрақ бар екен? Сұрақтарыңыз болса, қоя тұрсаңыздар. Гүлжахан Жұмабердіқызы, профессор. Жаңа өзіңіздің баяндамаңызда Бұхар жыраудың тіпті әр шығармасына талдау жасадыңыз ғой. Ал енді Бұхар жыраудың сол шығармаларының, толғауларының бүгінгі күнмен жалғасы ретінде қазір өзіңізге жақсы белгілі мына мәңгілік ел идеясы бар ғой. Сол Бұхар толғауларының, тұжырымдарының мәңгілік ел идеясымен бір сабақтастығы, өзектестігі бар ма бүгінгі күнмен? Екінші сұрақ. Бұхар шығармаларындағы тұжырымдарды санамалап көрсеттіңіз, әсіресе адамгершілікке қатысты. Енді сол дәуірдегі жазылған туындылар қазіргі қазақ поэзиясында дәстүрлі сабақтастық бар ма? Қазіргі поэзиядан сондай көрініс көріне ма? Бұхар или бір дәуірде ғана өмір сүріп, сонымен қалды ма? Жалғастығы жоқ па? Осы екі сұрақтың төңірегінде ойыңызды жеткізсеңіз. Түсінікті сұрақ жазып алдыңыз ба? Жазып алдым. Бірден жауап бересіз ба? Болса, бірден жауап берейін. Сұрағыңызға рахмет, Гүлжахан Жұмабердіқызы. Бұхар жырау толғауларында негізі жалпы мәңгілік ел идеясы бұлай деп түсіндіріп кетсем болады. Негізі мәңгілік ел бұл түркі жұртының Данагөй үш бірдей қағанның кеңесшісі болған атақты Тоныкөк негізін қалаған идея. Елтіріс Құтылық қаған, екінші түрік қағанатын құрған кейін Тоныкөк мәңгілік ел идеясын қолға алды. Мәңгілік ел мақсатты түркі елінің билігі деп санады. Осыдан 13 ғасыр бұрын айтылып кеткен. Сол идеяны Бұхар жырау, сол мұраттың арқасында Абылай заманында Бұхар шығармаларында көркемдік тұрғыдан көрініс тапты. Мәңгілік ел идеясының негізі ел бірлігінде жатыр. Осы жерде Бұхар жыраудың бір несін, толғауларына бір несін айтып кетсем, бәріңіз бір енеден туғандай болыңыз деген жолдары жырау халықтың бірлігі, елдің тірлегі екен, ұлтаралық, руаралық ынтымақтастарды маңызды екенін айтып кетеді. Бірінші сұрағыңыз бойынша. Жақсы.
Екінші сұрағыңыз бойынша қазіргі заманмен сабақтастығы. Екінші сұрағыңыз бойынша Бұхар жырау мен қазіргі қазақ ақындарының рухани концепциялары салыстыру арқылы ұлттық әдебиеттік құндылық сабақтастығы мынандай бағыттармен сипаттауға болады. Мысалы қазіргі қазақ поэзиясында өзіндік орны бар ақындар Мұхтар Шаханов, Жанат Әскербекқызы, Ұлықбек Ердәулет, Маралтай Райымбекұлы, Темірхан Медетбек, Серік Асқанұлының шығармалары ақындардың поэзияларынан ұлттық құндылықтарын ұлықтау, қазақ халқының салт дәстүрін сақтау, ата тарихымызға құрметпен қарау сынды мәселелер көтеріледі. Жыраулар поэзиясындағы ақындар өлеңдері халықтың мақсаты мен арманын, мұң мен сырын байқаймыз деп байқаймыз. Осы Мұхтар Шаханов жаңағы қазіргі ол не алып жатқан Маралтай Райымбек ұлының шығармаларында осы Бұхар жыраудың осы ұлттың бірліктің салт дәстүрінің нелерін көруімізге болады шығармаларынан. Жақсы. Тағы да? Жақсы. Профессор Жанат Әскербекқызы. Қосылды ма? Қосылды. Енді Бұхар жырау шығармашылығына қатысты диссертанттың негізгі жұмысының мазмұнын тыңдадық, соған орай бір сұрақтар қойса, жалпы тақырыптың өзінде тұр ғой, өмір шындығының жырлануы дейді. Енді көркем туынды болғаннан кейін онда көркем жырланады. Енді Бұхар жырау толғауларында өмір шындығы қандай көркемдегіш құралдармен бейнеленген? Бірінші сұрақ. Екінші, енді жалпы жырау шығармашылығына қатысты айтқан кезде оның бір белгілі кезеңнің белгілі уақыттың ғана туындысы болып қалып қоймайтыны белгілі. Осы негізде туындаған сұрақ қой енді. Осы Бұхар жырау шығармаларында ұлттық идея мен тәрбие ұстанымдарын бүгінгі ұрпаққа, яғни жастарға насихаттауда, ұғындыруда қандай ғылыми шығармашылық бағытта жұмыстар жүргізген тиімді деп білесіз? Түсінікті ма сұрақ жазып алдыңыз ба? Сұрақ түсінді. Түсінікті жазып алдым. Жауап беріңіз. Сұрағыңызға рахмет, Жанат Әскербекқызы. Екінші сұрағыңыздан жауап бере берсем бола ма? Болады. Екінші сұрағыңыз жаңа ұлттық идея мен тәрбие ұстанымдарын бүгінгі жастарға жалпы ұғындыру үшін жалпы мен осы Бұхар жырау толғауларында монографиялық шығармаларды, текстологиялық зерттеу жұмыстарын, салыстырмалы әдеби талдауды және мәңгілік ел идеясын аясында жобалық ұсыныстар жасауды ұсынар едім. Монографиялық шығарма деп айтып отырған себебіміз ол жерде осы Бұхар шығармаларын осы жоғары оқу орындарында және жаңағы мектептерде дәріс дейме, Пән ретінде енгізуге, таңдау пән ретінде енгізуге. Сосын текстологиялық зерттеу болғанда қазір біз осы зерттеу жұмысымызда Бұхар жыраудың 50 шақты толғаулары жиналып қалғанын көрдік. Және оның әр жинауларында, толғауларында, әр жолдарында бөлек-бөлек бір өз адамдардың өзінің тіліне ыңғайлы етіп жазылғанын анықтадық. Сол текстологиялық не бойынша соны түп нұсқадан алып, нақты қалай жазылғанын бір жүйеге келтіру. Және сонда осы жоғары оқу орындарында пайдалануға ұсынар едім. Сосын осы мәңгілік ел идеясы жаңа айтып өткендей, осы ұрпақтың алдыңғы өзіміздің тарихи құнды жәдігерлерімізді біліп, сол немен сусындап жан жақты дамыса деген ойлар. Бірінші сұрағыңыз бойынша бірінші сұрағыңыз бойынша Бұхар жырау шығармаларында дай, дей, тай, тей жұрнақтары арқылы жасалатын түрлі теңеулер пайдаланылған. Мысалы, тұрым тайдай ұл елдің, ақ сұңқардай түледің, саттықтайын еріндім, сарымсақтай азулым, арыстандай ақырған, бөдедей күші барма, киігін қойдай қираған,
құланы құландай тулаған, түлкісі иттей шулаған деген жұрнақтар мен көрнекілік жұрнақтар мен мысалдар келтіруге болады. Және де бір-екі эпитеттерге мысал келтіретін болсақ, қара қылды қақ жарған, қара түлкі қармалжаған, қара құла жүйріктеп, қара көзден жас кетер. Және де келесі бір метафораны айта кететін болсақ, атан болған 25 қызықты күндер қыздырған, асау талған бұздырған, қызды ауылдан көргенде бұлаңдақтан 25, төскейден шыққан түлкідей сылаңдақтан 25, күлдір кеңсітіп күреңді мінген 25 деген метафораны бұл жерде мысал ретінде келтіруге болады. Келесі кімде бар екен? Профессор Меруерт Рахымбайқызы. Мынау қазір өте жаңа Гүлжахан апайың жақсы айтып кетті ғой, Мұхамеджан, сізге мәңгілік ел идеясы. Онан кейін мынау ұлттық құндылықтарды насихаттау. Бұрынғы өзіңіз жаңа талдаған текке қайтып оралуымыз керек екені бұл әдебиетте де, жалпы мәдениетте де өте күрделі мәселе болып тұрды. Менің бірінші сұрағым осы мәселенің төңірегінде осы жыраулық дәстүр, жыраулық өнер қазіргі таңда жастардың арасында қалай насихаттасақ болады? Жаңадан қандай да бір тәсілдер, немесе бір осы жырды ары қарай жастар арасында насихаттап алып жүрген жастар бар ма? Немесе бір тәсілдер бар ма жаңашыл қолданатына заманға сай? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, бұхар жыраудың сіз жақсы талдап келе жатырсыз. Осы жерде исламдық дәстүрді біздің ұлттық салт дәстүрменен қалай жырлаған, үйлесімділік бар ма осы жерде ұлттық салт дәстүрменен исламға қатысты дүние танымында? Осы мәселелер туралы айтып өтсеңіз. Жақсы, Меруерт Рахымбайқызы, сұрағыңызға рахмет. Бірінші сұрағыңыз бойынша, қазіргі жастардың арасында жаһандану дәуірінде дәстүрлі мәдени мұраны, соның ішінде жыраулық поэзияны жастар санасына сіңіру үшін заманауи мәдениет пен цифрлық поэзия форматта тиімді қолдану арқылы ұштастыру қажет деп ойлаймын. Жыраулық дәстүр қазақ халқының рухани мәдени қазынасы, елдік саны мен ұлттың болмысының қайнар көзі. Қазіргі жастардың ақпаратты қабылдау ерекшелігі цифрлық медиамен тығыз байланысты. Осыған орай қазіргі таңдағы мынау TikTok дейміз, Instagram, YouTube және де осы секілді платформаларда осы жыраулық поэзияны шағын видеороликтермен, қысқаша роликтермен, подкасттармен, интерактивті тесттермен және де квест сабақтар жасау арқылы жастардың танымына сіңіруге болады деуге болады. Екінші сұрағыңыз бойынша, бұл жерде жаңаға ислам дәстүрі бойынша осы бұхар жырау негізгі зерттеуімізде бұхар жырауды сонау Ташкентте Көкелташ медресесін бітірген деген ақпараттары да бар. Онда бір-екі нелерден көрдік. Ол осы 18-ші ғасырда діни сана мен ұлттық болмыстың тоғысында тұрған тұлға. Ол өз толғауларында Алланы тану, тағдырға сену, пенденің парызы, өлім мен өмір жайында ислам философиясымен үндес пікірлер білдіреді. Бұхар толғауларында кездесетін діни таным қазақ халқының салт дәстүрімен сабақтасып жатыр. Мысалы, Бұхардың қазақтың ханы Абылай атты толғауында Бөгембай батырдың қаза болғанын қазақтың салты бойынша ескертеді. Ескерту қазаға ұшыраған адамның қайғылы хабарын оның жақын туыстарына хабарлау рәсімі, ауыр қаза қайғылы оқиғаны жанашырларына, ел жұртына өлеңмен ескерту дәстүрі қазақ халқына ертеден бар екенін білеміз. Ескертуді мысал ретінде айтсам. Жақсы, рахмет. Тағы да мына жақта қатысып отырған, біздің онлайн қатысып отырған қонақтарымыз, сұрақ бар ма?
Сұрақ жоқ па сіздерде? Менің сұрағым бар онда. Менің бір-екі сұрағым бар. Бірінші сұрағым, мысалы үшін, бүгін жаңа біздер айттық қой, бұл диссертацияның бүгін алғаш рет ұсынылып тұрғандығын тақырыптың. Бірақ бұған дейін де осы бұқар жырау туралы диссертациялар қорғалды ма бізде? Ол туралы хабарың бар ма? Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, жалпы бұқар жырау шығармашылығы осыған дейін зерттелінген ба, жоқ па? Екінші сұрағым. Үшінші сұрағым, мынау екеуінің арасы 1,5 ғасыр уақыт, Абай менен бұқар жыраудың арасында қандай байланыс бар? Екеуінің әлгі жырлаған тақырыбы қалай? Заманға байланысты ма, жоқ екеуі бір ма? Рахмет сұрағыңызға, Сандыбай Боранбай Режебұлы. Бірінші сұрағыңыз бойынша, жалпы біз бұл зерттеуді барысында Бұхар Қалқаманұлының зерттеулері негізгі 20 ғасырдың басында өте көп зерттелген. Өте көп зерттеліп, Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов және орыс ғалым Потанин солар көбінесе зерттеген. Кейін өзіміз былай зерттеп қарасақ, осы уақытқа дейін осы бұқар жырауды жеке осылай зерттеген әдеби поэзияларын әлі ешкім зерттеп қарастырмаған екен. Сол жағынан бізге қызықты болды. Жеке объект ретінде. Диссертация көлемінде, кешіресіздер, диссертация көлемінде зерттеліп, ол туралы бірақ жаңағы монографияларда, басқа нелерде көп зерттелген, көп болған, көп зерттелген. Екінші сұрағыңыз бойынша зерттеу, жалпы біз зерттеу барысында бұқар жыраудың ең осы 2001 жылғы Сәрсенбаева Алмагүл апаймен сол кісінің монографиясы бар екен. Осы бұқар, ол жерде тек қана осы бұқардың несі бойынша зерттемей, оны жаңағы шығармаларын алдыңғы жаңа шалкиез кімдерін бойынша бірге қоса зерттеген шығармасы бар екен. Содан былай қарай зерттеулер болмаған. Және үшінші сұрағыңыз бойынша Абаймен байланысы негізінен жаңа өзіңіз айтып отырсыз, жарты ғасыр болған деп. Бұл жерде бұлардың нелері шығармалары 1,5 ғасыр кешіреді. Шығармалары негізгі идеялары бір, түбі идеялары бір. Жаңағы негізі Абай шығармаларын шығыстан, батыстан сондай зерттеулермен зерттеген ғой әдебиетіне. Ал негізгі түп тамыры сол бұқар жыраудың, басқа жырауларынан алып, өзінен бойына сіңіріп, сол шығармалардан арғарай жалғастырушы деп есептеуге болады. Енді екеуінің ортасы екі түрлі ғой, анау таза қазақи ортада болды бұқар жырау, мына жақ батыстан, орыстан, шығыстан алып, бірақ жалпы бағыт нелері бір сипаты. Так, Хулия ханым. Rahmet. İyi doktora. Hayırlı tan. Bizde tan erten. Türkiye'de saat 9. Rahmet aytamın ağay. Mağan bu mümkünçülüğü belgeniz üçün. Men bu kay jırav degen dissertasyonu körgende öte kuvandım. Bizden filosofiya bilimlerinin doktoru hazır kayıts bolgan tulgamız. Lay aytat, memleket kayretkerleri özlerine kenesşi retinde tandagan galımdardın, öner kayretkerlerinin jane sayasat kerlerinin kunduluğu men ululuğuna saykes ülken. Bul kenesşiler türlerinin işinde iye mırza, jaraydı mırza deytinler emez, bir dene siz bir dene durus emes istep jatırsız. Bul durus dep aytatındar kundu. Bul perspektiften karaganda bu kay jırav
siyaktı kenesçiler hazır bar mı degen birinci soru. Mınday sandar memlekettin baskaruvda koldanıladı mı hazır? Bu kay jıravga karaganda tağı suraklarım var. Siz bizden disertattığımız Bilge Kağan Turalı aytdı, öte jaksı aytdı. Sizden Orhun Jadigerleri men salыстırganınız öte duruz. Bilge Kağan'da birinciden Türkiye Tilder Divanı'nda Kaşgarlı Mahmut'ta yazılgan şu degen epostu, şu degen eposta bizden hazır aytuğum gerek bunu sizge. Şu degen eposta öge degen kenesçi var. Bu kay jırav siyaktı. Memleket Kağan'a nasihat bergen, akıldı, bilimdi kenesçiler. Tağı aytayın degenim Korkut Ata'da, misal için Korkut Ata eposunda Korkut, Bilge Kağan'ın baş veziri, bas veziri Tonyukuk, Kutlubilik'e karaganda men sizden adebiyetlerinize karasam paydalangansız Kutlubilik'ten de Kutlubilik'te ait oldu. Özü Yusuf Hassacı, Balasagunlu Yusuf ait oldu. Fatımen Kağan'a, hükümdara bir memlekette baskarganğa nasihatlar beredi. Bular men salыстırganda bu kay jıravdın kanday kunduluğu jas urpaktarga emes tek gana jas urpakta bugünkü memlekette baskargandarga da uğunduru gerek. Tek gana jastarga emes. Bu Türkiye işinde bulay, bükül Türkiye memleketleri işin. Bu kay jırav, Tonyukuk, ait oldu, şu eposundağı üge, bulardan beri Nemet elinin Bismarck'ı yaktı. Bismarck'ı yaktı. Bu o sıcaktan karaganda sizin disertasyanız bükül Türk dünyasında faydalanılatın disertasya boladı bu karjırav. Bu karjıravdım men Petropavlga karasam bugün Kazak eli biz jasamağandardı jasaydı. Bu şuna ayttam salыстırganda. Öz elim turalı jaman aytkım kelmeydi. Bu durus emes, etikalık emes. Birak muzeylerge barsanız, misal için Petropavl müzeyine bardınız mı? Ya bardım. O yerde men videomda jiberdim Hamidullah'a. Men Ablayhan men bu kaydı bir yerde muzeyde görüp o yazgandarda okusam tüylerim Türkçe aytkanda diken diken oldu. Tüylerim diken. Hülya Hanım sizge pikir bolup jatırma, surak bolup jatırmadı. Ağay, ruhsat etinizdir. Aytbay bu adildik ben jürdiniz, edep ben iske kirdiniz. Bugün Türkiye halklarını baskargandardın, bu kaydın bu jıravlarını da okuvu gerek. Men sizden birinci sorağım bu kay jıravdan kanday memlekette baskargandardın kanday paydalanığı gerek. Sizin disertasyanızın ornu ne? Osu paydalanıda. İkinci sorağım adebiyetlerinize karasam aytınız mı? Disertasya retinde yok, birak monografiya retinde var. Aygül İsmakova apaydın, jıravlar turalı monografiyaları var. Sizin tizmenizde görmedim ben. Eğer bu disertasyanız basılganda Aygül apaydın, bilirsizler Alaş Turalı kitapları çok. Alaş Ziyalıları Turalı kitapları. Apaydın bu jıravlar Turalı. Mesela başka monografiyalarında jırav, bukay jırav, bükül jıravlar Turalı yazganları var.
Onlardan nege faydalanmadınız hep sorayım. Rahmet, rahmet. Сұрақ түсінікті ма, Мұхаммеджан? Сұрағыңызға рахмет. Ага, Пікірлеріңізге keşkeleriniz рахмет. kulağım uzak boldu. Biraz tolkınıp jatırmın bu kayjırap turalı. Жақсы, рахмет сізге. Жақсы сұрағыңызға рахмет, пікірлеріңізге рахмет. Енді бірінші сұрағыңыз бойынша, қазіргі таңда енді Бұқар жырау секілді кеңесшілер менің ойымша бар деп ойлаймын. Қазіргі таңда да бар деп ойлаймын енді оны. Қалай деген сияқты. Қысқа жауап беруге тырыс сен де. Бар деп ойлаймын енді қазіргі таңда да Бұқар секілді кеңесшілер. Ya mesela Muhtar Şakanov siyaktı. Ya, ya. Akın yani kenesçi. Иә, иә. Ya bolu kerek, paydalanı kerek. Дұрыс айтасыз. Екінші сұрағыңыз бойынша, енді алдағы уақытта зерттеулерімізде ол кісілердің негізгі шығармаларын нелерін қарадық, бірақ сол әдебиетте қолданбаппыз. Алдағы уақытта зерттеулерімізде қосатын боламыз. Mіндetli türde kullanılması Mіндетті gerek. түрде, mіндетті Ben түрде. apaydım Jıravlar Turalı monografyasında siz bilesiniz benim Scopus'ta Web of Science'da bir makalam çıktı. Abay Jane Balasagunlu Yusuf Jane Semeyli Abay Turalı. Osu Scopus'ta. Osu işinde bulardım ben yazdım. Apaydın Aygül İsmakova apaydın. Bu Jıravlar Turalı monografyalarından faydalandım. Kolumda tek ana olar bar edi. Men mümkünçülük bolsa oy atınızda aytınız Muhammedcan. Muhammedcan. Menin telefonumda alınız. Mağan Jıravlar Turalı monografyalardan PDF'lerin mağan jiberiniz şey. Жарайды. Tavsiye. Алдыңғы болашақта зерттеуімізде қосатын боламыз. Рахмет. Ya birge joba jasayımız. Birge joba jasayımız. Жарайды апай. Жақсы рахмет. Hazır mümkün orna emez bir kayda aytayın sizge. Başka orna. Рахмет. Жауап бердіңіз бе барлығына, Мұхаммеджан? Мен ойлаймын, сұрақ жеткілікті шығар деп, қалай қарайсыздар, кеңес мүшелері? Ne aytsanız ona karayımız ağay. Аха, рахмет. Онда біздер жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Сөз кезегі отырыңыз сіз орныңызға. Сөз кезегі ғылыми кеңесші Омаров Нұрлыбек Құралбекұлына беріледі. Филология ғылымдарының кандидаты, доцент. Қосылып тұр ма? Құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы, диссертациялық кеңес комиссия мүшелері және қонақтар, бүгінгі мынау ізденуші Қайымов Мұхаммеджан Әбдіқалықұлының еңбегіндегі Бұқар жырау шығармаларындағы философиялық тақырыптарда ислам дүниетанымындағы байланыстарын көрсетіп, көркемдік құрылымын мифологиялық және архетиптік бейнелерінің жүйесін ашып көрсетті. Бұқар жырау толғауларындағы ақиқат пен көркемдік шындық арасындағы байланыс, фольклорлық дәстүр мен жыраулық поэзия контекстіндегі сараланып, оның көркемдік кеңістігінде жаңаша көзқарас ұсынылды. Бұқар мұрасын тек әдебиет контекстінде емес, ұлттық сана мен руханияттың негізі ретінде қарауға мүмкіндікті ашалды деп. Және осы ізденуші Қайым Мұхаммеджан Әбдіқалықұлының Бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері және замана шындығының көркем бейнеленуі тақырыбындағы зерттеу еңбегі бүгінгі әдебиеттану саласындағы өзіндік үлесі бар еңбек деп танылып, докторант
8-0-23-10 филология бағыты бойынша философия докторы ғылыми дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Рахмет. Рахмет сізге. Так, келесі сөз ізденушінің шетелдік ғылыми кеңесшісі Амонов Құдратулла Шарифовичке беріледі. Ғылымдарының докторы, профессор, Өзбекстаннан, Ташкент қаласынан. Бұл кісінің әлгі материалды куәландырылған оң пікірі біздің қолымызда бар. Сөз сізде, Құдратулла Шарифович. Assalomualaikum. Dissertatsiya kengashi төрағасы, dissertatsiya kengashi muchalari, qo'noqlar, barchangizga Toshkentdan, O'zbekistondan qaynoq va issiq salomlar yo'llab qolaman. Bugun Chimkent qalasi filologlar uchun qutlug' kun. Chunki Qozoq adabiyoti tarixida chuqur iz qoldirgan Buxor Jirov ijodi bilan bog'liq dissertatsiya qo'rg'ovi bo'lib o'tmoqda. Ana shu qo'rg'ovda men ham chet ellik kengashchi sifatida qatnashib turganimdan quvonchdaman. Plastik turkiy adabiyotining bosh vazifalaridan biri kishilarni ta'lim-tarbiyaga, ruhoniy, axloqiy masalalarga chorlash bo'lgan. Shu jihatdan Qayimov Muhammadjonning Buxor Jirov to'lg'og'i ruhoniy adamgarchilik masalalari jana zamona shindiqlarining ko'rkam binanuvi taqribidagi dissertatsiyasi adabiyot tanuv ilmining mangizli masalasi tadqiqiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Shuningdek, Muhammadjonning dissertatsiyasi o'zbek adabiyot tanuv ilmi uchun ham mangizlidir. Buxor Jirov va Ablayxon munosabatlari umuman Turkiy davlatchilik tarixidagi demak To'nyuqov va Bilgaxoqon yoki bo'lmasa Yusuf Xotxoji va Qoraxoniylar, Alisher Navoiy va Husayn Bayqaro munosabatlariga o'xshaydi. Chunki xon va shoir oqillarning yaxshi munosabati adabiyotni, ruhoniyatni o'sishiga ulush bo'lgan. Men Qayim Muhammadjonning dissertatsiyasi bo'yicha to'liq yozma fikr berganman. Mana shu fikrimni bilan cheklanaman va Qayim Muhammadjonning dissertatsiyasining chet ellik kengashchisi sifatida uni qo'llab-quvvatlayman. Izlanuvchi Muhammadjon Kayimovning 6D 02 05 00 mamalligi bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga tavsiya etaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Құдратулла Шарипұлы, сізге үлкен рахмет. Мына бүгінгі берген пікіріңізге, біздің әлгі ізденушімізді қолдағаныңызға үлкен рахмет. Ал енді біздер арғай жұмысымызды жалғастырып отырайық. Келесі сөз бүгінгі ізденушінің, бүгінгі диссертациялық жұмыстың ресми рецензенті филология ғылымдарының кандидат доцент Мәмбетов Жолдасбек Ормаханұлына беріледі. Яке. Енді құрметті ресми рецензенттер, сіздерден сұраныс, мүмкіндік болатын болса, сіздердің әлгі пікірлеріңіздің барлығы бізде сайтта әлеулі тұр, көп адам таныс, мүмкіндік болған жағдайда қажетті жерлерінен ақпар берсеңіздер болар еді. 15 жазып кебе дегенді ұят болды ғымнау, қысқартып айтатын болсақ. Жарайды. Құрметті диссертациялық кеңестің төрағасы, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, 8-02-310 филология мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Qayimov Мұхамеджан Әбдіхалықовичтің Бұхар Жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері және замана шындығының көркем бейнеленуі тақырыбындағы диссертациялық жұмысына жазбаша пікір. Бірінші, диссертация тақырыбының ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы. Диссертация жұмысының тақырыбы Қазақстан Республикасы білім беруді және ғылымды дамытудың 20-25 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына
Қазақстан Республикасы үкіметінің 19 жылғы 27 желтоқсандағы нөмірі 98 қаулысы 7-2 гуманитарлық ғылымдар саласындағы іргелі қолданбалы пәнаралық зерттеулер, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер 7-2-7 ұлы даланың 7 қыры, қоғамның рухани жаңғыруының мұралары мен бастаулары бағыттарына сәйкес келеді. 8-02-310 филология мамандығы бойынша философия докторы дәрежесіне іздену үшін мемлекет бюджетінен қаржыландырылған докторантура аясында дайындалған диссертациялық жұмыс. Ғылым үшін маңыздылығы дейді. Диссертациялық жұмыс қазақ әдебиеттануының белгілі бір себептермен бұрын жеткілікті түрде зерттелмей келген мәселесіне арналғандықтан тақырыбы өзекті болып саналады. Бұқар жырау Қалқаманұлы шығармашылығы және ондағы рухани адамгершілік мәселелері мен заман шындығының көркем бейнеленуі жұмыстың негізгі нысаны ретінде қарастырылғандықтан, ұлттық таным және рухани адамгершілік, моральдық этикалық қағидаттар және олардың ислам құндылықтары мен үндестігі жырау өмір сүрген дәуір шындығының көркем жинақталып, талдануы зерттеу тақырыбының толық ашылуына мүмкіндік жасаған. Бұрын кешенді түрде зерттелмеген Бұқар жыраудың толғаулары ғылыми тұрғыда сарапталып, маңыздылығы толық ашылған. Өзі жазу принципі дейді. Диссертанттың зерттеу жұмысы жазу деңгейінің жоғарылығын айқын көрсетеді. Диссертациялық жұмыста жан-жақты зерттеулер жүргізілген, отандық және шетелдік ғалымдардың жыр, толғау, эпикалық дәстүр, поэтика, уақыт пен кеңістік категорияларына қатысты ғылыми еңбектері назарға алынып, диссертанттың өзіндік көзқарастарына негізделген пікірлерімен бірлікте тың тұжырымдар жасалған. Ішкі бірлік принципі дейді. Диссертация ішкі бірлік принципі сақталған. Зерттеу тақырыбының өзектілігі Бұқар жыраудың толғауларын тақырыптық идеялық, әдеби көркемдік, дәстүр жалғастығы, көркем уақыт пен көркем кеңістік, тарихи жат, ұлт-азаттық идеясы және рухани адамгершілік, моральдық, этикалық және олардың ислам құндылықтары мен үндестігі тұрғысынан зерттеуге басымдық беру арқылы негізделген. Диссертант Каимов Мұхаммеджан қорғауға ұсынып отырған диссертациялық жұмысының мазмұны Бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері және замана шындығының көркем бейнеленуі тақырыбын жан-жақты айқындайтын сапалы ғылыми зерттеу жұмысы болып шыққан. Зерттеу жұмысында Бұқар жырау жырларындағы жыраулық дәстүр, ұлт-азаттық идея, рухани адамгершілік мәселелері, діни таным мен көркем ойлау кешенді түрде зерттеліп, тақырыпқа сай нәтижелер алынған. Диссертациялық жұмысты жазу барысында алдын ала қойылған мақсат пен міндеттер диссертация тақырыбына сай толық жүзеге асқан. Бұқар жырау Қалқаманұлының осы кезге шейін баспа бетінде жарияланған және баспа бетін көрмеген жырларын жинақтау, жүйелеу, саралау, тақырыпты қазіргі заманғы тарихқа жаңаша көзқарас тұрғысынан зерттеп, бүгінгі ғылымның талап тілектері тұрғысынан зерделеу сынды мақсаттарына жеткен. Диссертант Каимов Мұхаммеджанның диссертациялық жұмысының жалпы құрылымы мен барлық тараулары, тараушалары логикалық жағынан тығыз байланысып, зерттеу нәтижелері өзара үндескен. Диссертация құрылымы кіріспеден екі тараудан, әр тарау тараушалардан және әр тарау соңы қысқаша тұжырымнан, қорытындыдан пайдаланған әдебиеттер тізімінен, сондай-ақ жырау туралы мәліметтер келтірілген қосымшалардан тұрады. Диссертациялық жұмыстың әр тарауынан сыни талдауды аңғару қиын емес. Диссертант отандық және шетелдік ғалымдардың пікірлеріне орынды сүйене отырып, өзінің көзқарастарына негізделген пікірлерін білдіреді. Диссертациядағы сыни талдаулар әдебиет тарихы және әдебиет теориясының келешектегі зерттеулеріне негіз болары сөзсіз. Ғылыми жаңашылдық принципі. Диссертант Каимов Мұхаммеджан диссертациялық жұмысындағы ғылыми нәтижелер мен ережелерді толығымен жаңа деуге болады. Зерттеу нәтижесінде толғаудың жыраулар өмір сүрген дәуірге тән жанрлық түр екендігін айтады.
Сонымен қатар ізденушінің зерттеу нәтижесі бойынша толғау қазіргі лирикалық жанрдың бастауында тұрған көңіл күйдің құбылысын, соның ішінде ойды терең жеткізуге бағытталған жанр екендігі дәлелденген. Авторлық толғаулардағы тарихи мәселесі, тарихи кейіпкер, тарихи оқиға, тарихи мекен, уақыт пен кеңістік мәселелері арнайы зерттелген. Авторлық тарихи жырлардың поэтикасы жан-жақты талданған. Диссертацияның қорытындылары жаңа ма дейді. Диссертацияның қорытындылары толығымен жаңа, дәлел ретінде төмендегідей диссертация қорытындыларын келтіруге болады. Бұқар жырау жырларындағы рухани адамгершілік мәселелері мен ондағы замана шындығының көркем бейнеленуі тақырыбында жазылған алғашқы зерттеу жұмысы. Бұқар Қалқаманұлының толғауларындағы ұлттық таным және рухани адамгершілік негіздері, рухани адамгершілік және моральдық этикалық қағидаттар. Онан кейінгі рухани адамгершілік мұраттарының ислам құндылықтарымен үндестігі. Онан кейін Бұқар жырау толғауларының композициялық ерекшелігі, жыр құрылымындағы дәстүрлі мотивтер қызметі және уақыт пен кеңістік мәселесі осы диссертацияда алғаш рет талданған дейді. Зерттеуге қатысты тың материалдар да алғаш рет ғылыми айналымға енгізіліп отыр. Техникалық жағынан диссертациялық жұмыстың техникалық, экономикалық немесе басқару шешімдеріне толығымен жаңа және негізделген деп есептеуге болады. Бұл зерттеу жұмысы гуманитарлық бағытта орындалғандықтан оның техникалық, технологиялық шешімдерді қажет етпейтінін де атап өтуіміз керек. Негізгі қорытындылардың негізділігі, барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан ауқымды дәлелдемелерге негізделген, оған диссертанттың зерттеу нәтижесінде алған тұжырымдары дәлел бола алады. Қорғауға шығарылған негізгі ережелер. Диссертациялық жұмыста қағидаттар дәлелденген, 7-2 жұмыста көрсетілген дәлелдемелер тривиалды емес, 7-3 зерттеу жұмысында көрсетілген қағидаттар жаңа, 7-4 диссертацияда қағидаттарды қолдану деңгейі кең, 7-5 зерттеу жұмысы барысында 8 ғылыми мақала жарық көрген, Scopus базасына кіретін ғылыми журналда 1 мақала жарияланған, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің білім және ғылым саласы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда 5 мақаласы жарияланған екен. Халықаралық және шетелдік ғылыми конференция материалдарында 2 мақаласы жарық көріпті. Барлық мақалалар диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Дәйектілік қағидаты ғылыми жұмыстың әдіснамасы негізделген, дәйектілік принциптері толығымен сақталған деп айта аламыз. Диссертация жұмысының нәтижелері қазіргі заманғы әдістер мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған. Зерттеу жұмысының нәтижелерін жоғары оқу орындары студенттеріне арналған филология саласы бойынша арнайы курстар мен семинар сабақтары жүргізгенде пайдалануға болады. Сондай-ақ зерттеу нәтижелерін әдебиет танушыларға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, студенттер мен магистранттарға қажетті теориялық, поэтикалық, практикалық көмекші құрал ретінде ұсынуға болады. Теориялық қорытындылар, модельдер анықталған, өзара байланыстар және заңдылықтар зерттеулермен дәлелденген және расталған. Ғылыми нысанаға Бұқар жыраудың соңғы текстологиялық талдаулар жасалған шығармаларын алған. Жырау толғауларының сюжеттік желісі мен тарихи деректерді салыстыра отырып зерттеуге күш салған дейді. Шыны керек, мына жерде Бұқар жыраудың соңғы текстологиялық талдаулар жасалған шығармаларының бар екенін осы диссертацияны оқып отырып біліп қалдық. Ары қарай диссертация теориялық қорытындылар анықталған, өзара байланыстар және зерттеулер дәлелденген, отандық және шетелдік ғалымдарының әдебиет тарихы, әдебиет теориясы, отандық тарих және жыраулық өнерге қатысты еңбектеріне сілтемелер келтіру арқылы расталған. Зерттеу жұмысында Бұқар жырау шығармаларының жеке жинаушылары мен ертеректегі зерттеушілердің жинаған материалдары, баспа бетін көрген мақалалары зерттеу нысаны ретінде көрсетіліп,
Қазақ әдебиетінің тарихы мен поэтикасына отандық тарих, жыраулық өнерге қатысты шетелдік және отандық ғалымдардың ғылыми еңбектері жан-жақты қамтылған. Нәтижесінде 92 дерек көз көрсетіліпті, пайдаланылған әдебиеттер тізімі зерттеу жұмысына толық жеткілікті деп ойлаймын. Практикалық құндылық қағидаты. Диссертацияның теориялық маңызы зор. Диссертант зерттеу жұмысында жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері, жырау толғауларындағы исламдық құндылықтар, жырдағы дүниенің әлеуметтік бейнесі ұғымдарына анықтама беріпті. Жыраулық дәстүр, сюжеттер, мотивтер, жырлардағы уақыт пен кеңістік категорияларына, толғаудағы уақыт динамикасына жан-жақты талдау жасапты. Сонымен қатар бұқар жырларын жыраулар поэзиясымен, оның алдындағы одан кейінгі ақындық өнермен поэтикалық тұрғыда салыстыру, салғастыру әдісі арқылы мысалдармен дәлелдепті. Зерттеу нәтижелерін әдебиет танушыларға, тарихшыларға, оқу орындары студенттеріне қажетті деп ойлаймыз. Жазу және рәсімдеу сапасы дейді. Диссертациялық жұмыс барлық академиялық жазу және рәсімдеу талаптарына сәйкес келеді. Академиялық жазу сапасы жоғары, диссертация ғылыми стильмен нақты дерек дәйектерді талдауға негізделген тұжырымдар жасай отырып жазылған. Диссертацияға ескертулер дейді. Диссертациялық жұмыста техникалық қателер кездеседі, алайда мұндай қателер диссертациялық жұмыстың жалпы құндылығына айтарлықтай нұсқан келтірмейді. Докторлық мақала, докторант мақалаларының зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми деңгейі дейді. Зерттеу бойынша 8 мақала, соның ішінде бір ғылыми скопус мәліметтер базасына кіретін шетелдік басылымда 5 мақала. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің нұсқауындағы филологиялық басылымдарда басылыпты. 2 мақала халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияларда жарияланған. Ресми рецензенттің шешімі дейді. 8D-02-310 филология мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған Каимов Мұхамеджан Абдикаликовичтің бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері және замана шындығының көркем бейнеленуі тақырыбындағы диссертациялық жұмысына оң баға бере отырып, философия докторы PhD дәрежесін алуға лайық деп есептеймін. Ресми аппанен мен мәмбетов жүрміз. Рахмет, Ормаханұлы. Рецензенттің ескертулеріне жауап беру үшін сөз диссертантқа беріледі. Пікіріңізге рахмет. Айтқан ескертулеріңізді болашақта алдағы зерттеулерде жұмыстарымызды толықтырамыз деген сенімдемін. Ескертулеріңіз бойынша. Жолдасбек Ормаханұлына жауабыңыз, сіздің ескертуіңізге жауап берді. Қанағаттандырып тұрма сізді? Жақсы. Отырыңыз. Келесі сөз кезегі ресми рецензент, филология ғылымдарының кандидат, қауымдастырылған профессор Баян Дәулеттанқызына беріледі. Қайырлы күн, қадірлі диссертациялық кеңес төрағасы, диссертациялық кеңес мүшелері және онлайн қатысушы әріптестер. Назарларыңызға 8D-02-310 филология мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу үшін дайындалған Каимов Мұхамеджан Абдикаликовичтің бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері және замана шындығының көркем бейнелеуі тақырыбындағы диссертациялық жұмысына сын пікірімізді ұсынамыз. Сын пікірдің толық нұсқасы қолдарыңызда болғандықтан ықшамдап айтуға рұқсат етіңіздер. Бірінші, диссертация тақырыбының ғылымның даму бағыттарына
және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы. Диссертациялық жұмыс Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламаларына сәйкес дайындалған. Екінші, ғылымға маңыздылығы. Аталған жұмыс әдебиеттану ғылымына елеулі үлес қосады, себебі Бұқар жырау шығармашылығы қазақ әдебиеті тарихындағы маңызды тақырыптардың бірі екені анық. Үшінші, өзі жазу принципі, өзі жазу деңгейі жоғары, диссертанттың өзіндік ой қорытулары, пайымдауларынан ғылыми жазу стилінің қалыптасқандығын аңғаруға болады. Төртінші, ішкі бірлік принципі, диссертация өзектілігінің негіздемесі. Диссертация негізделген, диссертациялық зерттеудің өзектілігі тақырыпқа қатысты зерттеулерді әдебиет көздерін мұқият талдап, жоспарланған жұмыстың өзектілігін анықтауымен негізделеді. Диссертация мазмұны диссертация тақырыбын айқындайды. Диссертацияның тақырыбы айқын, зерттеу нысаны, пәні, мақсаты мен міндеттері нақты. Мақсаты мен міндеттері диссертация тақырыбына сәйкес келеме? Сәйкес келеді. Жұмысты орындау барысында Бұқар Қалқаманұлы шығармашылығындағы адам және табиғат концептілері туралы концептуалды ойлар жинақталған. Диссертацияның барлық бөлімдерімен құрылысы логикалық байланысқан. Зерттеу жұмысының құрылымы кіріспе екі тарау ішінде тараушалардан анықтамалық пайдаланған қорытынды әдебиеттерден тұрады. Автор ұсынған жаңа шешімдер бұрыннан белгі шешімдермен салыстырылып бағаланған. Автордың диссертацияны орындау барысында өз тарапынан ұсынған жаңа шешімдері өзіндік пікірін дәйектейтін сыни талдаулары бар. Бесінші, ғылыми жаңалықшылдық принципі. Ғылыми нәтижелер мен қағидаттар жаңа болып табылама, я толығымен жаңа. Диссертациядағы ғылыми нәтижелер мен қағидаттар толығымен жаңа болып есептеледі. Біз барлық нәтижелерді жеке-жеке анықтап, айқындап осы жерде жазып көрсеттік. 5.2. Диссертацияның қорытындылары жаңа болып табылама, я диссертацияда ғылыми нәтижелерге негізделген жаңа қорытындылар бар. Диссертант әр ойды тұжырымдап қорытынды жасап отырған. 5.3. Техникалық, технологиялық, экономикалық және басқару шешімдері жаңа және толық негізделген бе? Я толығымен жаңа. Диссертациялық жұмысты орындау барысында қолданылған техникалық, технологиялық шешімдері негізді деп есептейміз. Негізгі қорытындылардың негізділігі барлық қорытындылар ғылыми тұрғыдан қарағанда ауқымды дәлелдемелермен негізделген. Басты зерттеу нысанына айналған Бұқар жырау шығармашылығының рухани адамгершілік аспектілерін және олардың қазақ мәдениетімен байланысын аша білген. Қорғауға шығарылған негізгі қағидаттар. Қағидат дәлелденді ме? Дәлелденді. Диссертант осы ұсынылып отырған жұмысында өз ойын нақты мысалдармен әр тарауда айқындаған қағидаттары дәлелденген. Тривиалды емес, тривиалды ма? Диссертациялық еңбекте ұсынған қағидаттар тривиалды емес. Жаңа ма? Иә. Бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелер және оның замана шындығының көркем бейнеленуі атты диссертациялық жұмыс бүгінгі күн тұрғысынан қарастырылуымен жаңа деуге болады. Қолдану деңгейі ауқымды, көрсетілген барлық қағидаттардың қолдану деңгейін ауқымды деп есептеуге болады. Мақалада дәлелденген бе? Я диссертациялық жұмыстың негізгі қағидаттары мен қорытынды тұжырымдары отандық және шетелдік басылымдарда дәлелденген. Мақаланың жалпы саны 9, соның ішінде білім және ғылым саласында қадағалау комитеті бекіткен тізімге енетін журналда 5 мақаласы жарияланған. Әдістеменің таңдауы негізделген немесе әдістеме нақты жазылған ба? Я диссертациялық жұмыста тарихи типологиялық жүйелік салыстырмалы талдау әдісі негізге алынған. Диссертациялық жұмыстың нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынған. Иә, диссертация жұмысының зерттеулер компьютерлік технологиялар қолдану арқылы жүзеге асырылған. Теориялық қорытындылар, модельдер өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденген және расталған. Теориялық қорытынды анықтама ғылыми еңбектерге сүйене отырып дәлелденген. Зерттеу жұмысының нәтижелерін диссертант халықаралық және республикалық ғылыми практикалық конференцияларда жариялаған.
Маңызды мәлімдемелер нақты және сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған. Аталған жұмыста отандық ғалымдардың еңбектері пайдаланған және олардың теориялық тұжырымдары басшылыққа алынған және сілтемелер берілген. Пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Теориялық еңбектермен қатар әдебиеттану терминдер сөздігі сынды бірнеше сөздіктер пайдаланған әдебиеттер тізімі әдеби шолу жасауға жеткілікті. Диссертацияның теориялық маңызы бар. Зерттеу барысында жасалған теориялық тұжырымдар мен пайымдаулар әдебиеттану, қазақ әдебиетінің тарихы салаларының ғылыми теориялық негіздерін қарастыруда үлесін қосады. Диссертацияның практикалық маңызы да бар. Диссертацияда қол жеткізген нәтижелер мен тұжырымдар қазақ әдебиеті, хандық дәуір әдебиеті, жыраулар поэзиясы пәндеріне қатысты курстарды және элективті курстарды әзірлеуде қолдануға мүмкіндік береді. Практикалық ұсыныстар жаңа болып табыла ма? Я, толығымен жаңа. Диссертанттың зерттеу жұмысы, өзектілігі, мақсаты мен міндеті, ғылыми жаңалығы, алынған нәтижелер мен практикалық маңыздылығы тұрғысынан философия доктор нәтижесін алуға қойылған талаптарға сәйкес келеді. Академиялық жазу сапасы жоғары. Диссертациялық жұмыстың мазмұны, құрылымы, тілі, ғылыми әдебиеттерді пайдалану дәрежесі, көлемі философия доктор дәрежесіне қойылатын талаптарға толығымен сәйкес келеді. Зерттеу барысында қол жеткізген ғылыми нәтижелер мен тұжырымдар тиянақталып, негізгі ой байламдар жасалынған, нормативтік сілтеме, белгілеу, қысқарту, анықтамалар талапқа сай жасалған. Диссертацияға қатысты ескертпелер ретінде айтарымыз, жаңа бірінші рецензентте айтып кеткендей, диссертацияда кейбір орфографиялық қателіктер кездеседі, дегенмен бұл диссертацияның мазмұнына ешқандай нұсқан келтірмейді деп ойлаймыз. Және диссертантқа айтар ұсынысымыз бар. Болашақта осы Бұқар жырау шығармашылығын туыстас түркі дүниесімен байланыстыра, сол түркі дүниесіне ортақ тұлғалармен салыстыра зерттесе, зерттеу жұмысының өзектілігі арта түседі деп ойлаймыз. Ресми рецензенттің шешімі Каимов Мұхамеджан Абдикалыковичтің Бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелері және замана шындығының көркем бейнеленуі атты диссертациясына оң пікірімді бере отырып, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі ғылым және жоғары білім сапаны қамтамасыз ету комитетінің философия докторы дәрежесін беруге қоятын талаптарына толық сәйкес келетін ғылыми жаңалығы бар зерттеу ретінде 8D02310 филология ғылыми мамандығы бойынша философия доктор дәрежесіне лайық жұмыс деген ұсыныс білдіремін. Ой, рахмет. Ресми рецензент Керімбекова. Ал енді ресми рецензенттің ұсыныстары мен ескертулерде не айтасыз соған? Сіздің сөзіңіз тыңдайық. Пікіріңізге үлкен рахмет. Ұсынысыңыз бойынша жалпы алдағы уақытта осы зерттеуімізде ұсынысыңызды толықтай қабылдап, осы ұсыныс бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Және де жаңағы орфографиялық қателіктер бойынша және бір қарап оларды түзелейтін боламыз. Рахмет, отырыңыз. Ал онда біздер енді мынау диссертациялық жұмысты талқылауға көшсек, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, кімде қандай пікір бар? Профессор Гүлжахан Жонбердіқызы. Иә. Каи Мұхамеджан Абдықалықовичтің бүгін ашық қорғауына бәрімізде куә болып отырмыз. Диссертант өзінің жұмысында Бұқар жырау толғауларындағы рухани адамгершілік мәселелер және замана шындығының көркем бейнеленуін жан жақты бізге баяндап жеткізді. Тақырыптың өзектілігі дау туғызбайды. Өздеріңіз көргендей, жаңа Хулия ханым жақсы айтып жатыр ғой. Түркі халықтарымен бірлесіп бұл тақырыптың өзектілігі бүкіл түркі жұртына қажет екенін айтып отыр, және сонымен бірге бүгінгі өмірмен ұштастырудың қажеттілігін айтып отыр. Ал енді жаңа кеңесшілеріңіздің пікірін тыңдап отырмыз. Кеңесшілер мен рецензенттердің пікіріне қарап отырғанда, осы жұмыстың бүгінгі таңдағы өзектілігі жан-жақты ашылды. Атап айтатын болсақ, сіздің мынау шетелдік кеңесшіңіз Құдратулла Шариповичтің пікіріне сүйенетін болсақ, Бұқар жыраудың еңбегі бұл тек қана қазақ халқына, қазақ әдебиетіне ғана емес, жалпы біздің осы түркі мемлекеттеріне, түркі елдеріне ортақ дүние екендігі ашық.
жаңа сұрақтар қойылды. Бізде мынау әдебиеттану ғылымында әртүрлі сұрақтар қойылды ғой, зерттелу деңгейіне қатысты, қазіргі таңдағы әдебиеттанушылардың еңбектеріне қатысты. Мен мына диссертацияны қолыма ашып қарап отырмын. Осы диссертацияны ашып қарап отырғанда бізде әдебиеттің тарихын зерттеген белгілі ғалымдар бар. Олар Мәшһүр Жүсіптен басталады, Сәкен Сейфуллин бар, Мұхтар Әуезов бар, Сәбит Мұқанов бар. Ең бері жағы мынау Асқар Егеубаевқа дейінгі аралықта кешегі өмірден өткен Мұхтар Мағауин бар. Бұлардың бәрі әдебиет тарихын зерттеген ғалымдар. Осы негізгі ғалымдардың еңбектері түгел қамтылған екен. Сонымен бірге бізде мынау жыраулар поэзиясын зерттеген, зар заман ақындарын зерттеген Омарұлының еңбегі де жүр. Және сонымен бірге Уәлихан Қалижанұлының діни ағартушылық ағым зерттеген, оның да еңбегі жүр. Жаңа диссертант өзі сөйлеп жатқанда айтты, уақыт пен кеңістікке қатысты біраз мәселелерді айтты ғой. Сонда уақыт пен кеңістікке қатысты Бақытжан Майтановтың және оның шәкірті Ермек Ханекейдің еңбектері де жүр екен. Осы мынау ғылыми аппараты деп айтамыз. Осы еңбектерге қарап отырып, жұмыстың ғылыми аппараты да толыққанды екендігін көріп отырмыз. Және де диссертанттың осы жұмысты бүгінгі күнмен ұштастыра. Жаңа сұрақты тегінен тегін қойып жатқан жоқпыз. Қазіргі қазақ поэзиясында, қазіргі өмірде байланысы бар ма? Байланысы болса қандай байланыс бар? Дәстүр сабақтастығы бар ма деген сұрақтарға жауап алдық. Осының негізінде бүгінгі осы жұмысты толыққанды, алдына қойған мақсатына жеткен, өзіндік айтары бар жұмыс деп қабылдап, жоғары деңгейде бағалауға толық негіз бар. Рахмет, Гүлжахан Жұмабердіқызы. Рахмет үлкен. Тағы да кімдер пікір білдіреді? Меруерт Рахымбайқызы, филология ғылымдарының докторы, профессор. Осы жұмыс жасамайды деймін. Одан гөрі көзіміз айта бергеніміз жақсы. Бүгінгі ғылыми диссертациялық кеңесте өте өзекті тақырыпқа арналған екен диссертациялық жұмыс. Жаңаға менің алдымда айтып кеткен Гүлжахан ханымның пікіріне мен де толықтай қосылам. Диссертацияны ашып қараған кезде жалпы методологиялық әдіснамасы толық қамтылған. Барлық өзіне дейінгі ғалымдарды, жаңа Мәшһүр Жүсіптен бастап, осы кезеңгі соңғы тәуелсіздік алған жылдардағы тәуелсіздік концепция тұрғысынан қарастырған Уәлихан Қалижанның еңбектері, Бауыржан Омаровтың еңбектері толықтай қарастырылып, оны диссертациялық еңбегіңізде сілтеме жасап көрсеткен екенсіз. Бұл сіздің жұмысыңыздың ғылымилығын өте жоғары деңгейде екеніне танытады деп толық айтуға негіз бар. Мынау үшінші тарауда жасалған интерпретациялық, поэтикалық талдауларыңызда өте көңілге қонымды. Енді регламент аз берілгеннен кейін ол нәрсеге толықтай тоқтай алмадыңыз. Бірақ осы мәселені жақсы жан-жақты қарастырған екенсіз. Мен де соған қатысты сұрақ қойып, өте тұшымды жауап алдым. Себебі менің өзім осы былтыр диплом жұмысын жаздырдым. Оға дейінде енді талай айтылып жүр, қарастырылып жүр ғой. Сонда мынау тіпті біздің жыраулардың поэзиясы, жыршылардың шығармашылығы бұл әлемдік деңгейдегі, жаңағы бізде айтып өткен ғалымдарымыз, шетелдік ғалымдарымыз өте құнды пікірлер айтты. Оны түркілік деңгейде, тіпті әлемдік деңгейде қарастыруға болатын бір үлкен ғылыми объекті. Мына реп дейміз ғой, қазір жастардың бәрі реп айтқанға өте құмар ғой. Осы рептің өзінің авторы біздің жыршылар, қарап тұрсаңыз. Ереулі найза қолға алмай, енку жер шалмай деп ерлердің ісі бітеме, немесе жаңа Бұхар жыраудың айтқанның бәрі реп тұнып тұрған. Мінекей, осындай керемет дүниелерді қазіргі таңда мына ғылыми негізде, оның үстіне жеке объект ретінде алып отырсыздар. Бұға дейін Бұхар жырау философтар талдады, педагогика саласы талдады, тәрбиелік мәнін, философтар философиялық ой тұжырымдарын. Енді бүгін мына бізде әдебиеттануда жаңаша бір қырынан өте тұшымды еңбек болыпты. Әсіресе сіздің маған осы диссертациялық жұмысыңызда 3 концепцияңыз толық көңілімнен шықты. Мынау диссертант жалпы диссертациялық жұмысты орындай келе, мынандай төмендегідей концепциялар шығарады. Бірінші, Бұхар жырау шығармаларының рухани
эстетикалық мектебінің бұхар жырауды рухани эстетикалық мектептің негізін қалаушы ретінде деп танисыз. Өте құптарлық концепция. Екінші, рухани кемелдікпен ізденіс жасайды дейсіз. Бұл да тың концепция. Осыны өзіңіз жалпы диссертацияда толықтай дәлелдеп, қайдан не, қандай ой, қандай оның астары, философиялық маңызы, жаңа тәрбиелік маңызы, саяси маңызы дегеннің барлығына толық тоқталған екенсіз. Бұныңыз да біз үшін тың концепция. Оның кейінгі жерде ұлттық таным мен ұстанымы бұхар жыраудың институционалдық деңгейдегі тұлға дейсіз. Бұныңызда әдебиеттану саласы үшін өте бір жоғары берілген тың концепция деп айталам. Жалпы жұмысты жақсы қолдаймын. Өте жақсы объекті, жақсы толықтай қарастырылған. Әсіресе қазіргі тілшілер үшін де, лингвистер үшін де, әдебиеттанушылар үшін де жаңашыл бір бағыт мынау. Әр сөздің контекстіне үңілуі, мәтіндік тұрғыдан талдау, осының жаңағы құт сөзінің ұғымына терең баруыңыз, текке терең баруыңыздың өзі бір диссертациялық еңбектің құндылығын арттыра түскен. Жалпы ойым осы. Ой, рахмет, Меруерт Рахымбайқызы сізге. Тағы да Жанат Әскербекқызы, профессор Жанат Әскербекқызы. Жаңа бұхар жырау шығармашылығына қатысты, мұндағы замана шындығына қатысты диссертациялық жұмыстың қорғалуына қатысып бастан аяқ тыңдадық. Жаңа алдында әріптестеріміз айтып өткендей, өте тиянақты, ретімен, жүйелі, ғылыми ақпараттың бәрі қамтылып, орындалған бір біткен жұмыс деп есептеймін. Енді әр жұмыстың өз зерттелуінде зерттеушінің алдына қоятын мақсаты болады. Әрине жыраулар поэзиясы біздің зерттелуінің тарихына қарап отырсақ, 20 ғасырдың басынан бастап әрқилы көзқарас, енді пікірталастар да болды, жаңа бағыттағы тың идеялар да болды. Айналып келгенде бұл жыраулар поэзиясы біздің қазақ әдебиеттануының үлкен бір арналы саласы екені, сондай-ақ жалпы қазіргі кейінгі қазақ поэзиясының дамуындағы орны тек қана поэзиядағы емес, мемлекеттік басқару жүйесіндегі жыраулардың өздерінің тұлғасы болды ғой. Біз неге жыраулар 18 ғасырмен бітті дейміз? Бұл хандық кезеңнің біткенімен жыраулық миссияның аяқталды дегенге келтіреміз де. Солай ғана қалды. Одан кейінгі 19-20 ғасырда жырау деп аталғанда батыс өңірінде, әсіресе Маңғыстау, Қызылорда жағында жырау дегенмен жыршы дегеннің арасында бір ұғым тұтас кеткендей қалыпта қалды. Жаңа Хулия ханымның бізге қойып жатқан сұрағы немесе өзінің енді бір алғашқы қазақ әдебиетін танып жатқандағы көзқарасы болса керек. Бұл бізге өте етене таныс мәселе. Сондықтан да қазіргі мемлекеттік кеңесшінің қызметі, саяси қызметі, ол кезде жыраудың мойнында бұл жыраудың міндетіне кіргенін, екіншіден соғысқа шығатын болса қолбасылық міндет бір кезеңде жыраудың міндетіне кіргені бар да, кейіннен бұл бірнеше функция өзі ыдырап келді. Ең соңында бұнда біз қарап отырған, біз керек қылып отырған нәрсе таза біздікі әдеби тұрғыдағы мәселе. Әдеби дәстүр, әдебиетіміздің дамуы, әдебиетіміздің жалпы онша қазақ поэзиясының қазіргі деңгейіне жетудегі жыраудың рөлі деген кезде әрине біз өмір шындығынан ғой әдебиеттің қай-қайсы үлгісі де. Өмірлік шындықты қалай бейнелейтін мәселе тұрғысынан қарастырылып отырған. Осы тұрғыдан келгенде бәрімізге ұстаз, үлкен ғалым Бекемтас Мырзахметұлының берген тақырыбы болу керек. Өте бір өзекті тақырып. Және диссертант бұны өз деңгейінше, өзінің ізденісімен, тиянақтылығымен алып шыға алған деген пікірдеміз. Сондай-ақ енді бірлікелі ұсыныс ретінде, бұны ескерту дейміз, ұсыныс ретінде айтатын нәрселеріміз бар. Жаңа сұрақта да көркемдік бейнелеу тәсілдер деген кезде біздің диссертантымыз енді диссертант уақыттың аздығына байланысты болады, тілдік тұрғыдан ғана жауап берді. Ал бізге керегі әдеби тұрғыдан. Ол жердегі жаңағы қайталау үлгілері, тағы да басқа қандай поэтикалық үлгілер, троптың түрлері, қазіргі поэзияға негіз болған, қазір көркемдеу тәсілі негіз болған үлгілері негізінен жыраулар поэзиясында, оның ішінде әсіресе қайталаудың классикалық үлгілерін тудырған негізі жыраулық поэзия болатын. Оның ішінде бұхар жырауда бұл өте көп, өте бір жақсы деңгейде қолданылған. Осы мәселені монография еңбекті шығарар кезде
қамтып кетсе деген ұсынысым бар. Енді мана сосын қазіргі дәстүрлі жаңа бір сұрақ қойылды, қазіргі поэзиядағы жыраулық дәстүр дегенге қатысты. Мысалы біздің ақындардың шығармашылығында әсіресе жыраулық поэзияны өте қатты тұтынды дейтіндер бар әрине. Соның ішінде мен бір ерекше айтатын Жолдасбек Ормаханұлы да, Сандыбай бастығымызда біледі, Нұрлан Мәукенұлы деген тамаша ақын өткен. Оның поэзиясының 90% жыраулық поэзияның үлгісінде. Нақты сол қазақ жырауларының жаңаша форматта жаңғыртқан болатын. Бұл енді менің ұсынысым. Еңбек болашақта монография болып шығып жатқан кезде осы мәселелер қамтылса деген ұсынысым бар. Сондай жаңа бұл енді диссертация ешқандай нұсқауы жоқ, бірақ нұсқаны келтірмес, бірақ бұны неге тапсырады ғой, цифрлы кітапханаларға. Сол кезде емлелік қателерді бірінші мазмұнынан бастап кейбір жерде бір әріп қателер қалып қалған, солардың бәрін қайта қарап, дұрыстап өткізер кезде осыған тиянақты болса. Жақсы жұмыс, жақсы деңгейде қорғалды. Енді сіздерге диссертантқа да, диссертациялық кеңестің жұмысына да жақсы сәттілік тілеймін. Осындай жақсы тақырыптар қорғала берсін. Рахмет. Рахмет, Жанат Әсіпбекқызы. Менімше, Мұхамеджан жаңағы ұсынысты қабылдайсыз ғой сіз? Қабылдайсыз, келешек монографияда міндетті түрде соның барлығын көрсетіп, қайта әлге шығарып жатсаңыз, ол сіздің пайдаңызға, бұл кісілердің айтып жатқан ұсыныстарының барлығы деп мен солай ойлаймын. Ал енді мына жерде біздің онда бізде қатысушылардан Тілеубердиев Болатбек Мақұлбекұлы профессор біздің пікір білдіремін дейді. Құрметті кеңес төрағасы, құрметті мынау онлайн қатысып отырған біздің ғалымдар, құрметті осында ресми оппонент болып келіп отырған ханымдар, сонан кейін мына бүгінгі қорғауда мүшелік қызмет атқарып, үлкен сұрақтар қойып, талқылау жасап отырған қыздарға көп-көп алғысымыз шексіз. Жалпы мынау Мекемтас ағайдың жүрген жерінде ғылым жүретін өздеріңіз жақсы білесіздер. Түркістанда, былай айтқан кезде Алматыны қойған кезде Түркістанда, Таразда, одан кел біздің Шымкентте қай жерде болмасын өзінің бағытын, өзінің ғылымын жүргізіп отырды. Сол кезде Мұхамеджан осы тақырыпты алдын ала бекітілген екен, Мекемтас ағайдың қасында келді, қызметке тұрды. Мекемтас ағайдан көп мағлұматтар алып отырды, көп кеңес алып отырды кафедрада, оның бәрін біз біліп отырдық. Анау алдын ала қорғауда да бірнеше кішкене кемшіліктердің бәрін реттеп, еске салып, осында ғалымдардың барлығы да сырттан келген ғалымдар да болды. Оның бәрін қарап отырып, жүйеге түсірдікті. Тақырыпшаларда кішкене орнықты, орнына келген, алдын ала қорғауға қарағанда көп өзгерістер бар. Жақсы концепциялар бар. Мен мына мәселені айтайын деп тұрмын. Негізі жалпы мынау біз лингвистер немесе әдебиетшілер деп кішкене сәл салмаққа салып бөлінгендей боламыз, бірақ жаңа өте осында жақсы пікірлер айтып отыр. Әдеби жағынан да көркемдеуіш құралдарды көбірек пайдалану керек еді деп отыр. Дұрыс. Мынау енді бұл жұмыста концептілік құрылымдар бағана басын талдап келді, ол тілдік жағына кетіп қалатын болған болу керек. Сол концептілік құрылым менімше ол тілді әдебиетте деп жекеменшікке бөлуге болмайды. Екеуіне ортақ ұғымдар, ол ұлттық кодты ажырататын дүние болғаннан кейін әдебиетте де ондай кодтар жеткілікті. Тілде де бар, ол бір-бірін қайталап сабақтасып отыратын болса, ол бір-бірін жұмысты алға қарап жетелейді, ешқандай кемшілігі жоқ деп есептеймін. Жалпы келешекте де әдебиетші қауымдарға мынау тілде көбінесе концептілік құрылымдар кетіп жатыр, ол енді ұғым мағынауға алып келгенде концепт деген. Ұлттық дүниелер осында болып отыр. Ал енді жыраулардың барлығының айтатын концептілік құрылымы елдік, бірлік, адамгершілік, татулық, адами болмыс. Бағана Хулия ханым бекер айтып отырған жоқ. Бұл жердегі арғы жақтағы өзімізді құлатқу біліктен бастап келе жатырған мақсат міндеттерімізді бұқар жырау жалғастырып отыр. Енді басында бұқар жырауға тағы да кереметтей дүниелері, толғаулары бар. Неге? Көп жағдайларда ғылыми мақала ретінде, немесе ғылыми жұмыс ретінде қарастырылды, диссертация ретінде неге шықпай қалды деген бір кезде ой болады. Сонда қарап отырсақ, енді адам әр кезде айтқан ойынан өзгеріп отыратын жағдайы бар ғой. Абайдың бұқар жырау туралы айтылған өлеңдерін жақсы білесіздер ғой. Соның төңірегінде Абайға қарсы шыққандай болатын болып кезінде осы бұқарға көп бағыт-бағдарды ала алмай қалған ғалымдар да болып деп есептеймін өзім. Бірақ енді айтылған ой әр уақытта да бүгінгі айтылған ой заманауи өзгерістерге қарап өзгеріп отырады. Сондықтан бұқардың өзімен
қабаттас жыраулардың былай айтқанда толғауларымен салыстырып отырғанда бұның концептуалдық құрылымдары өте жоғары қарап отырсақ. Жан-жаққа бөлініп отырады. Соны бүгінгі біздің докторантымыз жүйелі көрсетті, қорытындылай білді, тұжырымдай білді. Әдебиетші қауым жақсы түсіністікпен қарап, жақсы пікірлерін беріп отыр. Ары қарай да жаңа кеткен бірең саран кемшіліктерді ретке келтіреміз, Құдай амандық беретін болса. Сондықтан мынау барлығыңызға, мынау кафедраның профессоры ретінде уақыттарыңызды бөліп қатысып, жақсы пікір айтқан барлығыңызға алғысымыз шексіз. Бұл жұмыс ары қарап жаңағы оппоненттердің айтқанына қарағандай, ғылым, білім өзі бекітетін дүниелер бар ғой, соған жіберуге толық лайықты деп есептеймін. Рахмет. Рахмет, Болатбек Мақұлбекұлы. Мынау онлайн қатысып отырған біздің қонақтарымыз, мүшелері, диссертациялық кеңестің. Пікірлеріңіз бар ма айтатын? Жеткілікті ғой деп мен ойлаймын, қалай қарайсыздар, а? Ондай болса, мен де жаңағы өздеріңіз айтқан пікірге қосыламын. Шынында жұмыс өзі аяқталған жұмыс болды. Мынау диссертантқа өзі ізденіп отырған әлгі 8D-02-310 филология білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы деген дәрежеге ұсынуға мен де қосыламын. Сондықтан да барлықтарыңызға тағы да пікір білдіргендеріңізге үлкен рахмет. Ал енді біздер қазір енді Қайым Мұхамеджанға философия доктор дәрежесін беру үшін комитет алдындағы өтініш хат туралы шешім қабылдау үшін, жасырын дауыс беру өткізу үшін есеп комиссиясын құруымыз қажет. Отыра тұрыңыздар, қазір рұқсат береміз. Сол маған мынау 3 адамнан тұратын комиссия құрамын ұсынып отыр. Сіздерге мен соны жеткізсем, біріншісі профессор Көпбаева Меруерт Рахымбайқызы, екіншісі профессор Аймұхамбет Жанат Әскербекқызы, үшіншісі PhD докторы Тәжиев Хамидулла Хабибуллаевич. Осы есептік комиссияның құрамына осы ашық дауыс берулеріңізді сұраймын. Олар рахмет, қарсы қалыс жоқ. Осындағы есептік комиссия жасырын дауыс беру үшін бізде құрылып отыр. Сондықтан да осы дауыс беру рәсімімен таныстыру үшін сөз ғалым хатшы Хамидулла Хабибуллаевичқа беріледі. Құрметті комиссия мүшелері. Міне жерде өзіміз дауыс береміз, қалғандарыңызға үзіліс жариялаймыз. Құрметті комиссия мүшелері, сіздердің WhatsApp желісіне ресми рецензенттер береді отырасыздар. Жетекші, сіз дауыс бермейсіз. Бұл кісі екінші не ғой? Жетекші ғой. Сіз дауыс бермейсіз, шыға беріңіз. Жоқ. Иә. Комиссия мүшелері не бойынша сіздерге WhatsApp желісінде жеке номерлеріңізге WhatsApp-қа не жібердім? Бағалау бюллетень жібердім. Сіздерден дауыс беру үшін 5 минуттық үзілісте осы дауыс берулеріңізді сұраймын. Рахмет. Иә. Ал мынау құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, жұмысымызды ары қарай жалғастырайық. Мына кішігірім үзілістен кейін мына жасырын дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін сөз Тәжиев Хамидуллаға беріледі. PhD докторы. Құрметті комиссия мүшелері, дауыстарды санау жөніндегі есеп комиссиясының номер 1 хаттамасы Қайымовтың диссертациялық жұмысы бойынша жасырын дауыс беру үшін комиссия мүшелерін сайлау туралы төмендегідей қаулы шығарды. Комиссия төрағасы филология ғылымдарының докторы профессор Аймұхамбет Жанат Әскербекқызы, комиссия мүшелері ретінде филология ғылымдарының доктор профессор Көпбаева Меруерт Рахымбайқызы және мен философия докторы Тәжиев Хамидулла Хабибуллаевичті сайланды. Бұл бірінші қаттама, осы қаттаманы бекіту үшін ашық дауыс бере берейік.
Бекітеміз ба? Қарсы, қалыс жоқ, рахмет. Аха. Екінші. Номер 2 хаттама бойынша дауыс беру нәтижелері. Номер 2 хаттама дауыс беру нәтижелері. Дауыс беруге диссертациялық кеңестің 6 мүшесі және 2 ресми рецензент қатысты. 8 бюллетень таратылды. Жарияланбаған бюллетендер жоқ. Жарамсыз бюллетендер жоқ. Комитеттің философия докторы PhD дәрежесін беру туралы өтініш хаты бойынша жасырын дауыс беру нәтижелері. Қайымовтың диссертациялық жұмысын жақтап 8 дауыс берілді. Қарсы жоқ, қалыс қалғандар жоқ. Екінші хаттаманы бекітіп тастаса осы. Ашық дауыспенен. Рахмет. Бұл жердегі бізде 8 дауыс болып отырған бірден түсіндіріп кетейін. Өйткені бүгінгі біздегі диссертациялық кеңестің төрағасының орынбасары Омаров Нұрлыбек бүгінгі біздің әлгі ізденушіміздің жетекшісі болғандықтан, әлгі консультанты не деуші едік? Кеңесшісі болғандықтан ол кісіні біз дауысқа қатыстырмадық. Ал онда мен мынау Қайымов Мұхамеджанды бүгінгі әлгі нәтижелі қорғауыменен құттықтаймын. Құдай қаласа келешекте жемісті жұмыстар тілейміз. Енді құрметті кеңес мүшелері, сіздердің алдарыңызда диссертацияның қорытындысы бар. Оған мен ойлаймын, өздеріңіз қарап шықтыңыздар. Сіздер айтып жатқан, айтатын немесе пікірлеріңіз болатын болса, толықтыруларыңыз болатын болса, түзетулеріңіз болатын болса, мен тыңдаңыздар, түзетулеріңіз болатын болса, мынау уақытты үнемдеу үшін сол пікірлеріңізді ғалым хатшыға берсеңіздер, ол толықтырып, кейін осыны қайта ұсынса қалай қарайсыздар? Қолдайсыздар ма? Рахмет барлықтарыңызға. Онда мынау бізде диссертацияның сыныпталу белгілері деген бар. Осы сыныпталу белгілерін талқылауымыз керек. Осында ұсынылған позициялардың қандайда біреуін таңдауымыз керек біздердің. Сондықтан сыныпталу белгілерімен таныстыру үшін ғалым хатшы Хамидулла Хабибуллаевичқа беріледі сөз. Құрметті кеңес мүшелері, экранға назар аударуларыңызды сұраймыз. Диссертацияның сыныпталу белгілері. Бірінші, диссертация нәтижелерінің сипаты. Біріншісі, тиісті білім саласы үшін елеулі мәні бар міндеттерді шешу. Екіншісі, маңызды, қолданбалы міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін ғылыми негізделген техникалық, экономикалық немесе технологиялық әзірлемелер баяндалған. Бірдің бірі. Дұрыс па, қолдайсыздар ма? Рахмет. Екінші, диссертация нәтижелерінің жаңалық деңгейі. Біріншісі, нәтижелер жаңа сипатқа ие. Екіншісі, жеке нәтижелер жаңа емес. Үшіншісі, нәтижелердің айтарлықтай бөлігі жаңа емес. 2-1 дейді, қолдайсыздар ма? Қолдайсыздар ма? Рахмет. Рахмет. Диссертация нәтижелерінің құндылығы. 1/3 жоғары. 2/2 қанағаттанарлық, 3/3 қанағаттанарлық емес. 3/1 дейді, қолдаймыз ба мүшелер? 4-ші, диссертация тақырыбының жоспарлы зерттеулермен байланысы. 4/1 тақырып мемлекеттік және аймақтық ғылыми және ғылыми техникалық бағдарламаларға немесе халықаралық зерттеулерге. 4/2 тақырып іргелі зерттеулер бағдарламасына, салалық бағдарламаға, ғылыми ұйымдар мен жоғары оқу орындарының жоспарларына кіреді. 4/3 бастамашылдыққа ие. 4/2 дейді, қолдаймыз ба? 5-ші, диссертацияның қолданбалы маңыздылығы бар нәтижелерін енгізу, пайдалану деңгейі. 5/1 халықаралық деңгейде, лицензиялар сатылған, халықаралық гранттар алынған. 5/2 халықаралық деңгейде, 5/3 сала ауқымында, 5/4 ұйым шеңберінде. 5/3 дейді, қолдаймыз ба? Хулия ханым, қолдап отырсыз ба сіз? 6-ші, қолданбалы мәні бар диссертация нәтижелерін кеңінен пайдалану жөніндегі ұсынымдар. 6/1 кеңейтілген пайдалануды талап етеді.
6-ның екіншісі кеңейтілген пайдалануды талап етпейді. 6-1 қолдаймыз ғой. Рахмет, Хамидулла Хамидуллаевич. Ал енді мына соңғы сөз бүгінгі біздің диссертант Қайымов Мұхамеджанға беріледі. Құрметті диссертациялық кеңес төрағасы, кеңес тұрақты және уақытша мүшелер мен қонақтар, бүгінгі біздің диссертациялық жұмысыңызға уақыттарыңыз бөліп келгендеріңіз үшін мың алғысымызды білдіреміз. Осында айтылған сынды пікірлеріңізді алдағы уақытта жұмыстарымызда түзелетіп, одан әрі жандандырамыз деген ұсыныстарыңызды толықтай қабылдаймыз. Және де осы тағы да осы біздің жұмысымызға уақыт бөліп кеткеніңізде үлкен рахметімізді айтамыз. Рахмет атамыз. Онда құрметті кеңес мүшелері, бүгінгі біздің отырысымыз осыменен аяқталды. Барлықтарыңызға келіп осында пікір білдіріп, осында әлгі ұсыныстар айтып, біздің жұмысауға әлгі белсенді қатысқандарыңыз үшін рахмет айтамын. Аманшылықта, саушылықта келсек, әр уақытта әлгі табысты болайық. Мынау бізге онлайн қатысып отырған біздің анау диссертациямыздың кеңестің мүшесі Хулия ханым отыр. Сізге үлкен рахмет. Ана жақтағы ресми рецензент Құдратулла Шарипов шығасырып отыр. Ол сізге үлкен рахмет. Тағы да басқалардың барлығына, қатысушыларға үлкен рахмет. Сау, саламатта болыңыздар. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз.